бірінші миллион долларымды 10 жылдан кейін таптым. Қандай адамдар бұл жерден миллион доллар табысқа жетеді десеңіздер, бұл жерде екі нәрсе керек та адамға да. 2000 жылдан бастап Қазақстан нарығына финансовый пирамидалар өте көп кіріп кетті. Осының әсерінен MLM индустрияға да өте көп зардаптар келді. Неге біреу желілік маркетингте өседі, неге біреу өспейді? Мәселе сода. Бізде ұл баланы өсірген кезде ол ұл болып туылғаны үшін ерекшелік береді да, бірақ жауапкершілік бермейді. Мен үлкен империя құрамды, мен барған жеріме мен империя құрам. Лидері қандай? Артынан еретін адамдар да тура сондай да. Біреу жөтеліп қалды, біреу түшкіріп қалды, біреу басқа қалды, біреу болмаса ауырып жатыр, барады да жаңағы өнімді айтып, өнімді ішкізіп кіріп кетеді. Компаниялар бар, 98% сетқа төлейміз деп та, 3 айдан кейін бұл айтқан кезде маскасы шешіліп жатқан. Біз New Wave компаниясымен бірге ертең әлемді бірге бағындырамыз. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін мінекей барлығымыз жиналып отырмыз. Осында үлкен компаниялардың мықты көшбасшылар жиналып отыр, әртүрлі компаниялардың. Және де ортақ бір бағыт MLM индустрия. Яғни сетевой маркетинг. Сетевой маркетингтің қыр-сырлары, қиындықтары, қызықтары, өнімдері, яғни бүкіл осы бағыттың шек-қарын ақтарып, полный жаңағыдай не бар, не жоқ, қыр-сырын барлығын меңгеріп, ашып, талқылайтын бір керемет подкаст болайын деп тұр. Енді MLM индустрия деген не ол? В основном бәріміз ойлаймыз, ол бір кәдімгі сетевой маркетинг, өнім деп ойлаймыз. Бірақ кеше мен тағы да бір жаңарған статистиканы ақтарып қарап жатырмын да. Жаңа сіз айттыңыз ғой, именно MLM индустрияның тауар айналымы басқасы деген сияқты. 2023 жылы дейді, бүкіл әлем бойынша 180-186 миллиард доллар оборотты құрайды екен. 2023. 2024 жылы 200 миллиардтан асқан екен тауар айналым. 2025 жылы 220-223 миллиард. То есть жылдан жылға тауар айналым өсіп жатыр. Ол дегеніңіз қаншама? Яғни 180 миллионнан астам адам осы бағытта жұмыс жасайды, және де тұтынушысы екен. 180 миллион адам, представляете? Яғни ол деген, былайша айтқанда, үлкен целый индустрия ғой, салыстыратын болсаңыз. Яғни енді сұрақ сол. В основном әрқайсымыздың осы бағытта бір тәжірибеміз бар ғой. Өздеріңіздің ойларыңызды, өздеріңіздің бойдарыңызды, қазіргі нарықта жүрген компаниялардың именно әлсіз тұстары, күшті тұстары, солардың барлығын ашып айтайық. Жарайды? Және де арасында өздеріңізді таныстырып. Ең бастысы шынайы деп қойсаңшы. Ең бастысы шынайы, бүкпесіз, ашық, полный не қылып тастайық. Бірінші, осы сізден бастасақ қалай бұл? Өзіңізді таныстырып, Нұрекемен уже где-то бір апта емес, қайда? 2 айдың жүзі болды, 2 айдың жүзі болды, араласып, танысып, именно осы бағытты кішкене қызығып, осы бағытты зерттеп, New Wave компаниясын зерттеп, кішкене қызығушылықты таныттыңыз. Соның алдым қандай проектлермен жұмыс жасадыңыз, қандай бойдар болды, және де қазіргі таңда өзіңіздің видениеңіз, ойыңызды бөлістіріп кетсеңіз. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Жалпы осы видеомызды, бүгінгі подкастымызды көріп отқан қонақтарға өзім таныстыра кетейін. Есімім Мыңжасар Нұрбол Ізбасарұлы, жасым 30-да. Келіншегім бар, бір ұлым бар. Бірінші мамандығым общий медицина, яғни дәрігерлік. Балалар массажымен, жеке кабинет ашу бағыттарында кәсіп ретінде де өте көп қызметтер атқардым. Одан бөлек қазіргі уақытта сату саласында 2013-тен бері продажамен айналысып келе жатырмыз. Бүкіл продажаның бағыты, яғни маркетинг, воронка, онлайн бизнестердің барлығы медицинаның бағытында. Яғни витамин болсын, БАД болсын, услуга қызметтер болсын. Қазіргі уақытта официальный дипломым ол педагог-психолог және де Гэллоп бойынша эксперт, яғни коуч сертификат болған коучпын. Қазіргі уақытта адамдардың қандай қабілеттері оны жетістікке жеткізеді, қандай қабілеттер адамның баюына, жалпы ортада мықты тұлға болып қалыптасуына кедергі келтіреді деген бағыттарда зерттеулермен айналысам, және сол салада кәсіпкерлерге талдаулар, разборлар жасаймын. Жалпы желілік маркетинг бойынша айта кететін болсам, 2013 жылы алғаш басталды. Сол кезден бастап әртүрлі салаларда жұмыс атқарып көрген тәжірибе жалпы 8 жылдан астам деп айтсам болады. Керемет.
Және де осы мынау өзіңіздің алдындағы кәсіптеріңіз, сосын желілік бизнес туралы ойыңыз қалай? Енді мен 4 жыл традиционный бизнес дейміз, яғни онлайн нарық пен офлайн нарықта кәдімгі колл-центрмен 20 сотрудниктен тұратын, яғни продажниктен тұратын урология бағытында, яғни ер азаматтардың күш қуатын арттыру бағытына көмектесетін витаминдерді сатумен айналыстым. Әлеуметтік желіде TikTok парақшамда 88 мың оқырман, жеке өз парақшамда 66 мың оқырманым бар. Ол жақтағы негізгі қызметім де миссиям және мені шабыттандырған заттың біреуі ол Қазақстанда ажырасу статистика бойынша Мальдив аралдарынан кейін 2-ші орындамыз. Сол отбасылық ауызбіршілікті, ер азаматтың мықты болуы деген тақырыптарды қозғап, қоғамға пайдалы болу деген ниетте басталған болатын. Сол қызығушылық ары қарай тереңдей түсіп, Данияр мырзамен танысудың арқасында мен компанияның бүкіл өнімдерімен танысып, ары қарай да осы ниетім мен мақсатымды толықтай қызмет ретінде қолданамын деген бағытта келіп қалған жайым бар. Қазір бастама өте жақсы, қаншама зерттеулерді пациенттер бойынша да қарап танысып шықтым былайша айтқанда. Болды. Керемет. Онда Нұреке, сізге қазір қайтып ораламыз. Иә. Енді Мәке, сіз өзіңізді бір. Иә, ассалаумағалейкум. Так, бірінші өзімді таныстырып өтейін. Есімім Мавия Мұратұлы. Негізі Түркістан тумасы боламын. Жалпы 2009 жылдан бері осы желілік маркетинг саласында жұмыс жасап жатырмын. Мамандығым мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығын бітіргем, экономфак. Жалпы негізі мынау студент кез шақ өте қызықты шақ қой негізі. Біз өзіміз университетте жүрген кезде жаңа қоғамдық жұмыстарға араласып, әртүрлі факультетте группада оқитын достарым бәріміз бірігіп көріп отырған болса осы подкастта достарыма сәлем жолдап қояйын. Барлығымыз активист болдық, жаңағы үлкен концерттерде ведущий болдық, дебатқа көп қатысатын едік. Сөйтіп кейін мынау университет бітірген кезде, диплом алған кезде бір жас кезімде мынандай бір күшті ощущение болады екен да. Диплом алдым, қазір бүкіл әлемді қопарамын деген сияқты бір амбиция ішкі бір жас кезінде күш пайда болады екен. Сөйтіп арман қуалап бір 4-5 жолдас жігіттер достарымызбен бірге оқыған. Түркістанның жігіттері барлығымыз достарымызбен арман қуалап Астанаға кеткен болатынбыз. Енді қаншама жерлерге 25-30 жерге резюме тастадық. Кейбіреулер звондайды, кейбіреулер звондамайды. Айдан айға күн өтіп жатыр. Сөйтіп естеріңізде болса, мынау Астанада газеттерге реклама беруші еді ғой, бұрын жұмысқа қабылдаймыз деп. Бір керемет рекламаға түсіп қалдым. Енді бір керемет андай бір әлемдік деңгейдегі бір корпорацияға жұмысқа кірейін деп жатырмын, бір собеседованиеден өсіп бағымды сынап көрейін деп звондадым, барғанбыз. Барсам жаңағы Астана қаласында Имановада болатын, Иманова 19 адрес әлі есімде, бизнес-центр Астана. Сол жерде жаңағы барлық кәсіп шалбар киіп алған, галстук тағып алған, керемет анау Ресейден келген жігіттер. Барлығы деловой кіріп сөйтіп сол жерден собеседованиядан өтіп, мен келесі собеседованияға шақырды, одан кейінгі собеседованияға шақырды. Сөйтіп жүргенімде сол компанияның партнері болып кеткенмін мен. Сол ең алғашқы менің сетевой компаниям, бірақ оның сетевой маркетинг екенін мен сол жерде жүргеннен кейін 3 айдан кейін білдім. Сол сетевой компания екенін атын айтпай ақ қояйын. Көрермендер көріп отырған болса рекламасынан біледі ғой. Қай компания екенін астына жазып кетсеңіздер болады. Сөйтіп жалпы 2009-дан бері міне 26 жыл, 16 жыл оқып қалыпты. Желі маркетингте жүргеніме ешқашан айлыққа жұмыс жасаған емеспін, өте соған қатты қуанам. Мынау кейбір кісілер айтады ғой, сетевой маркетингте істеп жүрген кісілердің жағдайлары нашар ма, или тек қана апалар істейді, үлкен апайлар істейді деп ойлайды ғой көбісі. Соны айлыққа жұмыс жасайтын кісілерге менің жаным ашиды. Олар ойлайды, біздің сетевиктердің жағдайы жоқ, жанымыз ашиды деп. Бір-бірімізге жанымыз ашиды. Бірақ енді қаншама салада жұмыс жасап жүрген кісілерді көріп жүрміз ғой, осы бағытқа бет бұрып қаншама адамдар материалдық, финансовый жағдайларын дұрыстап, қаншама адамдар шетел көріп, ел көріп деген сияқты өмірін өзгертіп жатқан адамдар өте көп. Осы нәрсе өте қатты қуантады. Сондықтан енді мен 16 жылдық тәжірибемізбен қазір багаж жетеді, бірақ сол багажды дұрыс халыққа көрсетіп,
артымыздан келе жатқан қаншама адамдарға бағыт бағдар көрсетіп, оларды жақсы жетістікке жету үшін денінің сау болуына қаншама ақпараттар беріп, осылай былайша айтқанда здоровый образ жизниге не ғой, пропаганда жасап жүрген жайымыз бар енді. Иә, керемет. Керемет, Мәке. Болды, таныстыру бағыты бойынша давайте Тәуке ханды тыңдайық. Таныстырамыз, ары қарай екінші темаға көшеміз. Ассалаумағалейкум, құрметті подкаст көрермендер. Менің есімім Тәуке хан болады. Сетевой желіде мен примерно 12-13 жыл болыпты. Сетевой маркетингке шақырған. Мамандығың қандай болды? Мамандығым бұрын Қазақтелеком жұмыс істегем. Сол кезде коллегам шақырған сетевой маркетинг. Ойлайтын ғой, сетевой ер кісілер істемейді, ол сату керек деп ойлағам. Кейін өзім іштім, результат көрдім, жақыныма айттым, туысқаныма айттым. Сол кезде примерно үлкен ақша таптым. Оқыты дедім. Кейін содан кейін зерттей бастадым. Сол салтанатқа сәлем айтам. Рахмет, осыны мықты мүмкіншілік көрсеткене. Сөйтіп 12 жылдың ішіне 19 мемлекет көрдім, үй алдым, машина алдым, именно мықты білім алдым. Именно сетевой маркетинг сол мықты білім берді. Рахмет айтам. Рахмет. Керемет. Енді Дәке өзіңізді бір таныстырыңыз. Мен өзім таныстырмаппын ғой. Менің есімім Данияр Сейітханұлы Кемел. Менің негізгі мамандығым дәрігер, кардиолог. Районный кардиолог болып жұмыс жасағам, терапевт болып жұмыс жасағам, скорыйда жұмыс жасағамын. Дипломмен ауылға бағдарламасымен ауылда жұмыс жасағам. Маған әлі күнге дейін айтамын ғой. Бұрын болатын еді ғой, дипломмен ауылға бағдарламасымен ауылдарға жіберетін еді ғой. Сол кезде бір вакансия шыққан ғой. Бір ауылда, в общем, бір дәрігер керек, главврач керек деген ғой. Мен осы жақта істеп жүргенмін Шымкент қаласында. Сол главврач дегенге оқыдым, қандай жұмыс ол күшті деп. Аты күшті дейсіз ғой. Аты күшті. Сөйтіп бармайын ба? Сөйтсем бір ауыл екен. Бір сондай поликлиника сияқты бір кішкене больница, бірақ врач екен жерде. Өзің главврачсың, өзің врачсың, өзің стоматологсың, өзің медсестрасың, өзің фельдшерсің, в общем, бәрі өзіңсің. Әрине главврач боласың. Вот сол жерде жұмыс жасаппын мен өзім. Кадр тапшылығы болған ғой, кадр тапшылық болған ғой, страшно. Именно кадр тапшылық кезде, соны әлі күнге дейін айтамын ғой, именно дәрігерлік оқуды студенттік кезде емес, жұмысқа кірген кезде мен бастадым деп. Себебі жұмыс действительно ол пісірді әбден пісіріп, реттеп, соның нәтижесінен 11 жыл сол районда жұмыс жасаппын. Районный кардиолог деңгейіне дейін көтеріліп, 12 жылы басты сүңгіп, осы бағытқа сүңгідім де кеттім. 100%, 100% MLM, сетевой бизнеске сүңгіп, қазір енді санасам бір 13 жыл болып қапты осы салада жүргеніміз. Мамандығыңыз бойынша неше жыл істедіңіз? 11 жыл жұмыс жасап. 11 жыл жұмыстан кейін осы MLM направлениясына өттіңіз. MLM направлениясы бойынша уже 13 жылдан асып жатыр екен. Яғни, бастысы бұл бағытта не көрдім? Бұл бағытта ең бірінші денсаулық. Өйткені дәрі-дәрмек ол адамды емдемейді. Оны түбегейлі түсіндім. Дәрі-дәрмек тек адамды ауыр сырқаудан алып шығатын, ол біздегі дәрігерлер айтпақшы база, одан кейін барып адамға қажетті, құнарлы строй материал. Адамға керекті бағыт-бағдарын беретін болсаң, адам өз проблемасын өзі шешіп алады негізі. Жағаласудың қажеттігі жоқ екен. Соны білдім. Одан кейін MLM индустриясында соған қарай айлық шығатын түсіндім. Өйткені государственный учреждениеде, мемлекеттік қызметкерлікте сол кездегі айлығым айына 55 мың теңге екен. 55 мың теңге. Ол кезге нормальный ақша. Ұнады ма? Айлық. Тем более менің айлығыма қаланың дәрігерлері қызығады. Ол кезде көп еді, құны бар еді ол ақшаның. 55 мың деген күшті да бұл жақта. Қаланың дәрігерлері жолып қаламын ғой мен қаланың дәрігерлеріне. Данияр, айлығыңды айтшы дейді. 55 мың деп қояды олар. Дипломмен ауылға демедің бе сұрады? Олар 35 мың алады екен сол кезде. Представляешь? Қаланың дәрігерлері. Біздің қазіргі суммамен шаққанда 250-300 мың ғой. Қазір кішкене көтерілгені, но ол кезде действительно не тұрдым. Бірақ именно осы бағытқа көтеріп шығып, ең бастапқы кірген кезде 250 мың теңге айлыққа шықтым. Бірге істедік қой сол жерде. 250 мың теңге айлыққа. Ол нормально. И сонымен сөйтіп, сол бағытқа сүңгіп, шүкір деп айтам, өте үлкен дәрежеге жетіп, айлық
табыс 25 миллион теңгеге дейін шықты. Яғни бұл бағытта денсаулық, бұл бағытта табыс, бұл бағытта әр адамның денсаулыққа, жан саулыққа, әлеуметтік саулығына жетуіне себепші болатынын түсіндім. Сол үшін де осы бағытта қазір шүкір толыққанды жұмыс жасап жатырмыз. Әрине бұның барлығы керемет, күшті. Енді бұның астында да үлкен бір тиынның екінші жағы дейді ғой, медальдің екінші жағы дейді ма, не дейді? Сол тәрізді медальдің екінші жағы, то есть қиындықтар, немесе бір жайсыздықтар, солар туралы сөйлессек. Мысалға жаңағыдай, жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, бұл жерге бәрі келеді, бірақ табысты көбісі таппайды деген сияқты әңгімелерді. Яғни сол бағыт бойынша қазіргі рыноктағы, қазіргі біздің қоғамдағы болып жатқан өзгерістер, келіп жатқан компаниялар, олардың құндылықтары, олардың әлсіздіктері, сол жақтардан кішкене сөз қозғасақ. Әрқайсыңыз өзіңіздің ойларыңызды ешқандай бүкпесіз, спокойно айта беріңіздер. Енді Мави дайын сияқты ма? Давайте, Маги, өзіңіз бастаңыз. Сен баста, сосын сен жағыңды қос. Так, жалпы нарықта болып жатқан жағдай, MLM индустриядағы. Негізі біз мынау 90-шы жылдан бастап бері қарай кіре бастады ғой, ең алғашқы компаниялар. Содан бері қарайтын болсақ, мынау 2000 жыл 90-нан 2000-ға дейін, 2000-мен 2010, 2020-ға дейін жалпы нарықта болған жағдайлар әртүрлі. 2000-ші жылдан бастап Қазақстан нарығына мынау финансовый пирамидалар өте көп кіріп кетті. Осының әсерінен MLM индустрияға да өте көп зардаптар келді. Мынау шетелдің компаниялары неше түрлі сайттар ашып алды. Мынау Украинадан, Ресейден программистер жаңағы мынанша салсаң мынанша аласың деген сияқты неше түрлі программалармен біздің Қазақстан халқының қаншама қаржысын қақты деп айтсақ болады. Ол кезде как раз бізде мынау Қазақстан Республикасының именно финансовый пирамида жайында заңы бойынша ол жері өте бір шикіліктер болатын біраз. Себебі қаншама адамдар ақшаны салады, вложение жасайды. Ол жерден көп кісілер ертең определенный уақыттан кейін жабылады ғой. Сөйтіп жаңағы заявление жасай бастайды. Сол заявлениеден кейін оны заявление қарамайды неге? Өйткені жаңағы заңның нормативтік актыларының ішінде финансовый пирамиданың организаторы және оның участниктері заңды жаңағы законной ответственностьке привлекаться етілсін деген ішінде пункттар болмаған. Содан кейін сол кездегі азаматтардың көбісі жаңағы осындай үлкен проблемалардан құтылып кетті деп айтсақ болады. Басында тұрған адамдардың барлығы шетелде, оны кім екенін білмейді, оны программистер. Қарапайым халық жаңағы сайттан көреді, YouTube көріп отыр, там басқасын көріп отыр, рекламасы жарқ етіп шыға келеді. Неше түрлі жаңағы Forex деп, немесе жаңағы биржадан мынаншама табыс береміз деп, акция береміз деген сияқты адамдар сайтқа кіреді, жаңағы 100 мың теңге салсаң 30% береді екен, 30 мың теңге прибыль береді деген сияқтыға қызығып, үйінде отырып қаншама адамдар осылай күйген жайы бар. Осының кесірінен қаншама халық мынау MLM индустрияға үлкен зиянын тигізді. MLM индустрия мен финансовый пирамиданы шатастыруға болмайды, екеуі екі түрлі дүние. MLM индустрияда біз берген ақшамызға товар сатып аламыз, немесе услуга сатып аламыз да. Осы көрермендер осы нәрсені кішкене ажыратып білген дұрыс. Ал қуантатын тағы бір жайт, қазір бізде мынау Қазақстан Республикасының заңнамасында именно финансовый пирамиданың организаторлары және участниктері заңды жауапкершілікке тартылады деген пункт қосылды қазір. Өте керемет нәрсе. Бұл нәрсе жаңағы сіз бір финансовый пирамидаға кіріп, қазір бір адамдарға ақпарат беріп, информация беріп, үгіттеп, сол жерге ақша салдыртатын болсаңыз, бірнеше кісі жаңағы өзінің ертең ақшасын жоғалтса, заявление жазатын болса, кемі 4-5 жыл, 7 жылмен кетеді. Оны біз өзіміз осы последний 10 жылдың ішінде қаншама кісілердің осындай проблемалармен сотталып кеткенін көріп отырмыз да. Незнание закона не освобождает от ответственности дейді ғой. Сол үшін құрметті халық, құрметті қазақ халқы, негізі бұл үндеу деп айтсақ та болады. Мына жерге мынаншама саласың, мынаншама аласың деген жерден аулақ болыңыздар. Былайша айтқан кезде. Ертегі дейсің. Ол ертегі сказка, мынау көзге киген розовый очкиден арылу керек, ол өтірік. Біз де қаншама рет ондайдың құрбаны болғанбыз. Ішіне кірген кезде білесің. Қаншама салып, қаншамасын кейбір кісілер енді ол жарайды ғой. 100 мың теңгесін, 200 мың теңгесін салып жоғалтса жарайды ғой. Бізде қаншама халық автокөлігін сатып, үйін сатып салып жүргендер бар ғой тағы. Қаншама халық осыдан зардап шегіп жатыр.
Сол үшін мен айтар едім, мынау MLM индустрияға, сетевой маркетингке өте қатты нұқсан келтірді осы финансовый пирамидалар. Сол үшін финансовый пирамида мен MLM индустрияны ажыратып білу керек. Ажыратып білу керек. MLM индустрияда өздеріңіз білесіздер, мынау жалпы тарихы Америкадан басталған ғой ең алғашқы. Кім ашып, қалай жасаған, оны кейінгі подкасттарда айта жатармыз, иә. Қысқаша, как раз сол кезде осы ең алғашқы MLM компаниялар пайда болғанда Америкада, сол кезде Американың өзінде 1970 жылдары Понци деген кісі болған. Өте башқаты финансист болған. Сол кісі үлкен финансовый пирамида шығарған. Сол Американың нарығының өзінде қаншама адамдар ақша жоғалтқан. Сол кезде мынау органдары MV компаниясын жаңағы финансовый пирамидаға жаңағы не қылады? Тексерістен өтеді. Сөйтіп ең алғашқы рет сотта өзінің сетевой маркетингті заңды тауар айналым жасайтын адамдарға заңды түрде бонус төлейтін компания екенін дәлелдеп шыққан алғашқы компания. Бүгінгі күні 90 миллиард доллар, жаңа айтылып отыр ғой, 90 миллиард доллар жылдық оборот жасайды, 60-70 жылға жақындап қалды компанияның өзі. Енді қазір бізде нарықта қарайтын болсақ, мынау Американың компаниялары бар кіріп жатқан, Қытайдың компаниялары өте рынокта көбейіп кетті қазір. Ресейдің компаниялары, Европаның компаниялары, Турциядан келіп жатқан малайзийский компаниялар рынокта көбейіп кетті. Өзіміздің қазақстандық компаниялар көбейіп кетті. Соның барлығын біз рынокқа келген компаниялардың барлығын продукт өнімдерін зерттейміз, маркетинг жоспарын зерттейміз, компанияның заводы қай жерде, заңды түрге кірген ба, кірмеген ба деген сияқты көптеген бұл жерде нюанс, тонкостьтер бар. Біз солардың барлығын зерттеп, нарықта қай компания қанша уақыт өмір сүреді, қай компания маркетинг жоспарын өзгертеді, қай компания ертең мынау маркетинг план бойынша жоспарлап жатқан үйін, автокөлігін бермей қоюы мүмкін деген сияқты нәрселерді уже мынау жаңағы анализ жасап, примерно біліп отырамыз қай компаниялар қандай деңгейге баратынын. Біз енді қанша жыл сетевой маркетингпен жұмыс жасағаннан кейін уже әр маркетингті зерттегенде олардың іс-әрекеттеріне нарыққа қандай жаңа нәрселер алып келіп жатыр, қандай маркетингте өзгерістер бар, заманауи талаптарға сай болып жатқан өзгерістердің барлығын анализ жасағаннан кейін уже қай компания қанша жыл өмір сүреді, қашан жабылатынына дейін біліп қалады екенсің уже. Сол бізде Қазақстанда болып жатқан проблемалар, мынау енді қаншама қазақстандық компаниялар ашылып жатыр ғой. Маған 100 компанияның, қазақстандық 100 компанияның бір 10 компаниясын айтыңызшы, соңғы 5 жылда істеп жатқан. Бар ма нарықта ондай компания? Жоқ. Мен білетін соңғы 10 компания 5 жылда істеп жатқан дедіңіз. Соңғы 10 компания 5 жылда істеп жатқан. Қазақстандық. Енді бір 100 ашылса, соның 99-да 9%-ы 5 жылға жетпейді. Жылына. Статистика бойынша 10 компанияның 7-8-і бір жылға жетпей жабылып қалып отыр. Бұның бірнеше причиналары бар. Жаңағы маркетинг жоспарының профессионалды есептелмеуі деген сияқты, өнімдерінің дайын еместігі, өзінің производствосының жоқтығы, дистрибьюторский жаңағы шетелден товарды алып келіп өздерінің маркетинг план қойып жаңағы продвижение жасайды нарықта. Енді заводы өзіңдікі болмағаннан кейін ол кез келген моментте өзгеруі мүмкін. Политический жағдайларда әлемдердің арасындағы ол да қатты әсерін тигізеді. Менің жалпы қысқаша айтарым осы, проблемалар өте көп негізінде. Единственный ең маңызды нәрселер мынау халық, менің байқағаным, компанияларды дұрыс ажырата білмеуінде. Қайсысының надежный, қайсысының надежный емес, қайсы сені өсіреді, қайсы сені өсірмейді, қайсының продукция өнімдері жақсы жұмыс жасайды, қайсысы ұзақ мерзімді жұмыс жасайды, қайсысы тез жұмыс жасайды деген сияқты өте бұл жерде сұрақтар өте көп. Бірақ сол сұрақтардың кейбіреулеріне жаңағы 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл сеттестеп жүрген кісілердің өзінің шатасатындығы компания таңдауда сол кішкене қынжылтады. Мен қаншама лидерлерді көрдім. Лишь бы басында мен алып келдім осы компанияны нарыққа деген мақсатта кіреді. Оның түбі ертең немен бітетінмен жұмысы жоқ. Оны былай деп бір жігіттен естідім, былай дейді да, таңдаудың дейді дәрежесі дейді, талғамның дәрежесі, таңдаудың дәрежесі құлшыныстан да жоғары дейді. Ол қалай? Таңдаудың дәрежесі? Таңдаудың дәрежесі
құлшыныстан да жоғары дейді. құлшыныстан да жоғары. Себебі сен қанша жерге бір эмоциямен бастап кетесің ғой. Иә. Құлшынып, энергияңды, күшіңді, қуатыңды, уақытыңды бәрін сарп етіп, даже беделіңді сарп етесің. Бірақ таңдаудан шатасып қалсаң, ертеңгі күні 3 жыл өтер, 4 жыл өтер, немесе 1 жыл өтер. Қаншама манағы ресурстардың бәрі далаға кетіп Нөлге кетеді. Нөлге кетіп қалады. Сол үшін Таңдаудан қателесу ол дұрыс айтып жатсың. білімсіздіктің кесірі ғой. Иә. Опыт жоқтың кесірі. Бізде мынау сетевой маркетингте не үшін әйел адамдары көп? Әйел адамдардың өйткені эмоциямен қабылдайды информацияны. Вау, керемет компания. Кеттік, жалауыз тауып, қазір қопарамыз, миллионер боламыз дейді да. 1 жылға жетпей компаниясы да жоқ, командасы да жоқ, абырой да жоқ. Сол ғой. Басқа компания іздеуге тура келеді деген сияқты осындай жағдайлар көп болып жатыр. Енді жалпы дұрыс айтасыздар, Мәке. Өте бір керемет бір тақырыпты қозғадыңыз да жаңағыдай да. Именно осы желілік маркетингқа байланысты. Енді жалпы бұл жерде өзіп қарасақ, бесеуіміз де ер азаматпыз да мына жерде отырғанда. Енді жалпы бұл барлығына былай айтқан кезде құлақтарына алтын сырға дейміз да жаңағыдай да. Ер азаматтарыңызды әкеліңіздер да бұл жерге. Өйткені мына отырған барлық ер азаматтар ол именно желілік маркетингта үлкен дәрежеге жетіп, және де желілік маркетинг именно ер азаматтарға жарасады екенін дәлелі де ол. Мен айтар едім қазіргі осы тақырыпқа байланысты, жалпы ер азаматқа жалпы өмірде екі нәрседен шатаспау керек та. Біріншісі жаңа жар таңдаудан, екіншісі компания таңдаудан. Жаңа мақал десең. Компания таңдаудан. Жалпы 20 жылдық тәжірибемнен солай айтар едім де жаңағыдай да. Енді өйткені 16 жыл жаңағыдай үйленгеніме 16 жыл болды. Сетевой маркетинг басталғанына 20 жыл болды. Сонымен осы екі нәрседен да. Және де және де ең несі қазіргі мына қоғамда болып жатқан бір проблемалардың біреуі көптеген жаңағыдай енді өздерін сетевикпіз деп айтады ғой жаңағыдай опытымыз бар, неміз бар, жаңа сетевикпіз, басқамыз дейді. Именно мына сетевой маркетингті егер де ол вообще сен қалай түсінесің деген кезде адамдар соны өзін дұрыс түсінбейді екен жаңа айтпақшы, Мәкең айтпақшы. Маған айтады да жаңағыдай бір үлкен бір сетевик жаңа айтады да, какая разница дейді сен қандай өнім сатсаң да дейді. Лишь бы сен сол компанияда жаңа айтпақшы бірінші болып, сол жерден ақша тапсаң болды емес па дейді. Вот осы нәрсені айтқан кезде мен енді жағамды ұстадым да, мен ойладым да, енді мына кісі мынандай тәжірибесімен осындай нәрсе айтып тұрған кезде басқалар не айтады енді, жаңадан келіп жатқандар енді былай қарасаңыз. Сондықтан да мына подкастты жай ғана тәжірибесі бар емес, жаңа бастап жатқан адамдарға да біз айтып жатырмыз да бұл жерде да. Сол себептен де жалпы мына желілік маркетинг, сетевой маркетингтің жалпы егерде талғайтын болсақ, не нәрсе деп, оны анау жаңағы айтпақшы 70 жыл бұрын, 100 жыл бұрын айтып кеткен нәрселерді ол. Построение сети потребителей дейді. Тұтынушылардың сетін құру деген мағынаны білдіреді. Тұтынушылардың именно. Ол жерде айтып тұрған жоқ, ақша табушылардың сетін құр деп тұрған жоқ. Өйткені тұтынушылардың дейді онда. Неге? Өйткені жаңағы өнімді егерде да, мысалы біз былай ойлауымыз керек екен. Дәке, сіз де айттыңыз ғой, сіз айттыңыз ғой, былай ойлауымыз керек екен жаңағыдай да. Егер сен сол өнімді, мысалы, как осы сен жұмыс істеп жатқан компанияның өнімін сен жүрегіңмен қабылдап, сен даже ол компанияның жаңағыдай партнері болмасан да сен ол өнімді алып тұтынар ма едің деген сұрақ та бұл. И және де сен оны тұтынғаннан кейін сен повторно қайтадан сол өнімді сатып аласың ба? Мәселе сода да бұл жерде. Егер де сен оны алып қолдансаң, значит ол өнім соған қалай? Тұрарлық өнім де соған да. Значит сенде егер де мысалы 5 жылдың ішінде бір командаңда 10 мың адам сол өнімді қолданып жатса, сүйіп қолданып жатса, және де ол өнім жаңағыдай өзінің нәтижесін беріп жатса, немесе 100 мың адам болса, немесе 1 миллион адам болса, жаңағыдай да, ол значит сен ұйықтағанда, жатқанда, қыдырғанда саған счетыңа ақша түсіп тұрады деген сөз да. Тауар айналымынан. Әрине, ол товар оборот сенде үзілмейді деген сөз да, ол үзілмейді. Және де ол өнім қандай болу керек? Эксклюзивный болу керек та. Мен енді ойлаймын, оған қатысты, мына өнімге қатысты жалпы да,
Нұрекеңнің енді жаңағыдай осы салада, мына дәрігерлік салада қазір жүргендіктен енді Нұрекеңге сол сұрақты қойсақ та, жалпы да. Қазір барлығымыз андай подкасттың басында өте әдемі тақырыптарды ашып жатырмыз ғой. Енді мен қаншама кәсіпкерлермен как советник ретінде болсын, енді қазіргі нарықта ең үлкен проблема менеджменті да. Яғни мынандай ұстанатын адамдар өте аз да. Жаңа құндылық ретінде айтып жатырсыз ғой. Шынымен де нарықта традиционный бизнес болсын, желілікте болсын, адамдардың ең үлкен бірінші жіберетін қателігі ол ниет мәселесі да. Қандай ниетпен де бастап жатыр, иә? Өйткені амалдар ниетке байланысты деді да, адамдар қайтып бастайды. Тез байып кету дейтін қазір ең хит болып жатқан термин, мысалы, адамдарды өте көп выгоранияға, депрессияға түсіріп жіберіп жатыр. Опасный вирус адамның миындағы. Осының бәрі алды қайдан шықты дегенде, мысалы, біз қазір қоғамда өте көп салыстыруларды қарайтын болсақ, расымен де желілік бизнесте әйел адамдар өте көп. Бірақ осының түбін былай зерттеп қарайтын болсақ, бізде неге дамуда және кәсіп жасауда қыз балалар алға қарай шығып кете береді, жалпы аналарымыз. Бұның артында ең бірінші маңызды ескеру керек не, ол жауапкершілік та. Қазір өте жақсы айтып жатырсыз ғой, ер азаматтарыңыз болса бері қарай жіберіңіздер. Мен енді осы соңғы 5 жылда мен 3000-даған, 5000-даған адамға дейін консультациялар өтіп, әртүрлі Zoom созвондар, 5000 адамға дейін, мысалы, тікелей эфирлерде, стримда отырып, TikTokта сұхбаттар жасап жүрмін адамдармен. Сол жерде өте көп байқаған нәрсем, бізде ұл баланы өсірген кезде, ол ұл болып туылғаны үшін ерекшелік береді да, бірақ жауапкершілік бермейді. Қоя берсін. Сен тұрда ана посудаларын жина деген. Еркектен еркек туылады деген сияқты теманы қозғаймыз. Қыз баланы ертең сен тұрмысқа шығасың, ертең сен бір үйге барасың, сенде диплом болу керек, сенде осындай болу керек деген сияқты артық жүктеме, үнемі жауапкершілік келгеннің арқасында мен қаншама зерттеулер жүргізіп жүрмін ғой. Желілік бизнесте де менің балаларым біз сияқты қиналып өспесін дейтін ішкі мотивпен келіп жатқан әйел кісілерді өте көп та. Ал ер азаматтардың қазір осылайынан оянып, мысалы, осы жерде отырған әрбіріміз бір үйдің жауапкершілігін алып, мысалы, әйеліміз болса аманат ретінде жауапкершілік, перзенттеріміз болса оған жауапкершілік. Және біздің мысалы осы Ньюевтің өзінің өнімдерінің өзі менің балаларым дені сау болып, менің ұрпағымның дұрыс жалғасуы дейтін жауапкершілік қой. Вот бұны адам түбінен дұрысынан түсінетін болса, онда бұның артында ақша деген ол салдары ғана болып қала салады да, автоматты түрде өздігінен келе беретін. Ал енді осы желілік бизнеске шақыратын адамдардың да басындағы жіберіп қоятын қателіктері, келсейші тез-тез ақша табамыз дейтін заттан басталып кетеді. Енді мен осы жерде қаншама денсаулық саласында өнімдерді сатып ұсынып жүрмін ғой. Сол кезде традиционный бизнесте, енді колл-центр дейміз ғой, тікелей продажа. Яғни қазіргі нарықта осы біздің подкастымызды көріп отқан кісілер мен бұл айтқанымды құптайды деп ойлаймын. Телефонға звонок түседі, миларында бірден негатив, уже мошенник хабарласып жатыр ма екен, пихать етіп жатыр деген сияқты нәрселер. Яғни мошенничествомен айналысатын немесе алдап сатушымен құндылықпен шынымен де өнімді сапалы затты ұсынатын адамның айырмашылығы оның ниеті және адамгершілігінде да. Вот адамды осы нәрсе ғана ажыратады. Ал ол кез келген лидердің өз табиғатында болса, оның командасы да, лидері қандай, артынан еретін адамдар да тура сондай да. Мен үнемі жаңа клиенттерге болсын, пациенттерге болсын айтамын да, адам адамнан сатып алады. Сондықтан сенің тұлға ретінде өсуің де, ол сенің көзқарасың да өте маңызды деген сияқты. Ал енді жаңа кәсіптердің жабылып қалуы, желілік бизнестің дамуы деген тақырыптар қозғап жатырмыз ғой. Мен енді қаншама кәсіпкерлердің қабілеттері бойынша, кәсіпке лидердің качествосы бар жоқ деген нәрселерді қарап зерттеп жүрмін ғой. Сол жерден бір алған инсайтым, кез келген кәсіп өссе, менеджменттің арқасы, яғни команданың масштаб, командасыз ол ешқашан болмайды. Ал құласа маркетингтің кесірі дейді да. Ал маркетингте бізде жарнаманың түрі бар, және желілік маркетингтің өзінің классика, стандарт, бинар дейтін бағыттар бар деген сияқты да. Осы жерде екі жақты да балансты дұрыс ұстай алған адамда әрі тұлға ретінде өсуде, әрі табыс жағынан да жетістік болады деген сияқты. Осы жерде айтқым келетіні, қаншама аналар ер азаматтарын иногда мұғалім болып кетіп, сен үйтпей атсың, жұрттың күйеуін қараш жетістікке жетіпті дейтін моменттермен де сындырып алады да. Осы жерде мен қатты адамдармен жұмыс жасағанда алған инсайтым, мына өмірде ең маңызды меңгеру керек сабақтың біреуі, алу керек сабақ. Ол сауатты және эмоционалды саулықпен дұрыс қарым-қатынас құра алу. Яғни эмоциялық тұрғыда өспеген адам компаниядан кінәні іздейді. Бұл деген сөз уже артына жауапкершілік алмайды деген нәрсе бар да. Мен осы нәрселерді түсіндім да. Лишь бы мен кінәлі емеспін. Тот қой барлығын айтатын. Осы жерде көп адам табысқа жете алмаймын деген жердің артында жатқан бір нәрсе, ол эмоциялық тұрғыда есеймеген адамға үлкен ақша келмейді.
Өйткені үлкен команда, ол үлкен жауапкершілік. Мысалы біз қазір қаншама өзіміздің тұтынушыларымызға өнімімізді сенімді түрде беріп жатырмыз. Неге? Өйткені компанияның басталғаннан бастап ең қатты фокус қойған заты ол өнімнің сапасы да. Ал маркетингтегі ең күшті воронка ол сарафанка. Біз айтып жатырмыз ғой, бір клиенттің сен екінші рет. Традиционный бизнесте LTV деп айтады, яғни клиенттің ғұмыры. Сенің клиентіңнің ғұмыры қаншалықты ұзақ болады, сен соншалықты рахат өмір сүресің, әрі жүрегің тыныш. Вот түнде ұйықтап жатқанда да саған ақша түскенін қалайсың ба? Ол жерде главный фокус маркетингте емес, өнімнің сапасында. Ал сапасыз өнімнің маркетингі мың жерден күшті болып, оны қаншама блогерлер жарнама жасаса да, сенің негізгі клиенттің уақытша денші. Иә. Мысалы мен колл-центрде менеджерлермен жұмыс жасаған кезде мына нәрсені айтатым да, ақшаны сендерге мен бермеймін деп. Сендер еңбек ақыны халықтан аласыңдар. Сен өзіңнің продажаңнан аласың. Яғни сауатты ұсынған сапалы өніміңді оған дұрысынан ұсынсаң, ол емделіп нәтижесін көріп саған рахмет айтса, ақшаны саған сол төлейді. Соған жараса мен үлкен жауапкершілік алғаным үшін кәсіпкер ретінде өз долямды аламын, көп процентпен. Сен өзіңнің оған дұрыс қызмет ұсынған арқасында жақсы еңбек ақыңды аласың деген сияқты да. Сондықтан расымен де қазір біз лидер ретінде, ер азамат ретінде қаншама жігіттер қара жұмыста да жүр, таксиде де жүр деп айта береміз ғой. Бірақ олардың да еңбегін құнсыздандыруға болмайды. Бірақ мен мына нәрсені түсіндім да, оларға жол көрсететін ағасы немесе бір жақын бауыры желілі маркетингті, яғни бизнесті бір пирамида сияқты қылып дұрыс емес бағытта ұсынғандықтан көп адам шошып қалған да. Қазіргі қоғамдағы осы мошенничество дейтін тақырыптарды тоже ашылмайған. Бұған қатысты нәрсе ол расымен де білімнің әңгімесі деген сияқты да. Иә, өте керемет. Сосын мынау бір батыстың Американың бір бизнесмендердің бір айтқан фразасын айтты маған. Егер де сен бір өнімді сатып атсаң дейді да, сенің бүкіл мақсатың, целің, ниетің одноразовый продажада болмау керек дейді да. Постоянный сенің клиентің болатындай етіп продажа жасап ашып айт дейді да. Бүкіл өнімнің қаншалықты пайдасы бар, қандай зияны болса зиянын да айт дейді да. Сол кезде бұл сіздің бір рет сатылған өніміңіз адамдар жақсы результат алатын болса, жақсы күткеннен де керемет өнім алатын болса, ол уже сіздің постоянный клиентіңіз. Сол үшін өнімнің сапасы өте маңызды, дұрыс айтып жатсыз, өте керемет ақпарат маңызды. Иә, Нұреке, жан-жақты ауқымды ашып бердіңіз, рахмет. Ал Тауке хан мырза, сізді де бір тыңдайық, өзіңіздің ішіңіздегі бір сол ғой, именно тәжірибеңізді. Айтам ғой, постоянно именно довольный клиент, уже будущий лидер, будущий предприниматель мой, то что айтады, өз результатын көреді, сетевой маркетинг айтам, постоянно всегда мықты өнімдер болады деймін да. Оны үш результат көріп уже бір кісі маған 10 мың адам командама алып келген да, сонда результатпен. Бір нәрсе, И плюс мен в основном сол результат бизнес ақша тауып уже система қойып уже көп кісілерге былай да ақшалай жағында көмектестік. Например, қанша кісілер үйсіз жүрді, үй алды, машина алды, кредиттерін жапты, қанша кісілер именно мен көзімше вот үлкен жетістікке жетті. Соған қуанамын да, ол кісілерге мен көмектесе отырып уже результатын көремін, уже кейін көп кісілер даже өнім ішіп результат көріп айтпайтын кісілер де бар. Мына кісілер де бар. Көзден дейді, қанша рахметін алдық, қанша сауабын алдық, қанша мықты нәрселер істеп жатырық та. Адамға айттық, даже емделіп айтпаса да результатын бөліспесе де, зато денсаулығын дұрыстап алды. Бұл Тауке ханның бір несі, кешеде айттық қой біз. Бұл ашық, бұда не жоқ. Қай жерде жүрсе де айта береді. Мен соны шаршамайды, басына бір-екі рет таяқ болып дейді деген бұның. Айт қойсайшы ондайын деймін да, мысалы поезда кетіп баратсақ, немесе автобуста кетіп баратсақ, немесе таксиде кетіп баратсақ, біреу жөтеліп қалды, біреу түшкіріп қалды, біреу басқа қылып қалды, біреу болмаса ауырып жатыр, барады да жаңағы өнімді айтып, өнімді ішкізіп кіріп кетеді. Сөйтеді де өзіне таяқ болып кетеді. Онда плюс бар да? Плюсы бар, онда плюс бар. Өйткені Тауке ол енді менде уже мне қазір 2 ай болды ғой танымға, мысалы 1,5-2 айдай. Тауке өте искренний адам. Искренний да сол. Өте ашық та. Ашық. Анандай бір арамдығы жоқ дейді ғой айтқан. Қазір өзі қоғамда да сонда адамдар азайып кеткен сақал өзі. Бәрінің ішінде бір нәрсе тұрады да жаңағыдай да. Осыдан қалай пайда тапсам деген сақал де. Бірақ мен Таукені байқағаным бәріне
бірдей қарайды да, бірдей көзқараспен сондай. және де бірдей көмектескісі келіп тұрады, ақ көңілді былай айтқан кезде да. Сондықтан Тәуке ол жағынан молодец, красавчик да. Наоборот, керісінше мына желілік маркетингқа сондай адамдар тез өседі де, желілік маркетингте. Иә. Бізде таңдау болады ғой кейде. Анаған айтам, анаған айтпай. Иә. Мынау точно жарады дейміз де, бірақ солай болмай шығады да. Наоборот болып шығады. Болмай шығады да олай мысалы да. Сол үшін де желілік маркетинг ол бәріне бірдей возможность береді да. Жаңа Нұрекең айтпақшы жаңағыдай да. Неге біреу желілік маркетингте өседі, неге біреу өспейді? Мәселе сода. Бір өнім, бір маркетинг, бір возможность да, былай айтқан кезде да. Мысалы да, біреуіне басқа маркетинг или басқа бір продукция беріп қойған жоқпыз ғой. Бәріне бірдей беріп тұрмыз да, мысалы да. Бірақ біреу соны ары қарай алып кетеді, біреу соны ары қарай алып кетпейді. Былай қарасаңыздар, вообще жалпы енді мен өз басымда айта кетейін, 20 жылда мен не түйгенімді жалпы да, осы жерден да, мысалы. Енді өз басым айтайын сіздерге, мен осы бірінші $1 миллион 10 жылдан кейін таптым. Енді бәрімізде сол енді 20 жаста бастаған кезде, енді ол кезде бірінші денсаулықты ойламайсың ғой, әрине да. Амбиция ұрып тұр. Иә, ол кезде жаңағыдай бай болам, ақша табам деген да. Мысалы, мен өз басыма қаншама адам айтты, сен бұны қайтесің, сумка арқалап жүрсің. Енді біз 2000 жылдары классический маркетингтен бастадық, мысалы, сумка арқалап жүрмедік емес. Есік қағып жүрдік, организация ма, басқа ма, үйлерге ол кезде офис аштырмайтын бізге. Біз домашний кружок жасайтынбыз. Мысалы, бүгін мен Нұрекеңмен келсем, Нұрекең айтады, все, сағат 9-да мен үйде болам дейді. Мен сағат 9-ға 10 минут қалғанда мен есік алдында тосып тұрам да былай. Сумкаммен де. Енді ойлашы, Нұрекең бүйтіп ойлап келе жатыр негізі. Жарайды, мүмкін келмей қалатын шығар деп, мысалы да. Бірақ мен тұрамын да ол жерде да. Сол қазақпыз ғой, келгеннен кейін жаңағыдай айтыр үйіне кіргізеді жаңағыдай. Жарайды, бір 5 минут, 10 минут айтып кетші енді дейді. Одан кейін барып бүткіл презентационный сумкаңды ашқаннан кейін ол 10 минуттық әңгіме емес те ол жерде да. Мысалы да. Ол жерде 2 сағат отырасың. Сосын Нұрекең айтады, жарайды, шай іш дейді жаңағыдай да. Шай ішем дейсің де, тамақ жейсің ол жерде, 5 бармақ жейсің. Енді шыны керек қой, енді ақ көңіліміз ғой, мысалы да, бай қарасаңыз да. Сөйтіп солай бизнес бастағанбыз кезінде да, бай қарасаңыздар да, мысалы да. Енді қазіргі таңда мен айтам да, қандай қазір майшелпек деймін да, мысалы да. Қазір өте оңай да бизнес жасаған. Өте оңай. Сен былай айтқан кезде, міне телефоның бар, интернетің бар, болды, саған басқа еш нәрсе керек жоқ. Онлайн бизнес деген осы да, мысалы да. Еш нәрсе керек жоқ. Сен бизнесіңді бүткіл әлемде жүргізе бересің да. Қазіргі таңда біз бүгін Қытайдың төрінде біздің головной офиста Шыңжында бүгін бірінші презентация өтті. Ойлаңыздар да, мысалы да, Шыңжында, ол Гонконгтың жанында тұр да. Сол жақтан уже бірінші партнер бар, тіркеліп жатыр да. Былай қарасаңыз, қандай мүмкіндік деймін де ол жаңағыдай да, ойлаңызшы. Осы жерде отырып. Осы ақпаратты ең алғаш біз Қытайға ашылдық компания деді ғой. Мен енді компанияның жаңағы сертификация болсын, 2013-тен бері енді әртүрлі желілік бизнестерде тәжірибе жинадық қой. Осы жерде мысалы адамдарда ең маңызды нәрсе таяқ жеп қалу дейтін зат бар да. Бірінші көңіл адамға қалады, яғни оны шақырған адамға. Одан кейін мысалы компанияға деген секілді. Мысалы Қытайға ашылды дегенде мен енді өзім жаңа урологиялық продукт саттым дедім ғой. Маған именно қандас бауырлар бар, Қытайдың қазақтары, сол кісілерден өте көп ұсыныстар түсті да. Яғни бізде ол жақтан шығыс медицинасы ғой. Бізде мысалы Қазақстан медицинасы ол батыс медицинасы болып есептеледі да. Яғни мынау фарм бизнес ол өте үлкен бизнес болатын болса, кез келген дәрігердің тағайындайтын протоколымен ғана жүреді. Яғни ешқандай дәрігер өзінің ойынан алдына келген пациентке ем тағайындай алмайды. Ал шығыс медицинасы неге батыстан ерекшеленеді дейтін жерде, ол жерде бірінші ағзадағы, яғни табиғи иммунитетті көтеріп барып, ағза өзі күрессе екен дейтін бағытта жұмыс жасайды да. Мен ол жақта қандас бауырлардан түсінген нәрсем, Қазақстан нарығына өз продуктымызды кіргізгіміз келеді, бірақ маркетингтен хабарымыз жоқ, осыны үйретесіздер ма? Ал біздің именно Қытайдың, ішкі Қытайдың өзінде тексеріс, сертификат, өнімнің сапалы болу деген нәрселер өте қатаң түрде қарайды да. Мен Данияр мырзамен сөйлескен кезде, Қытайға ашылдық деген кезде, мен үшін ол андай енді қаншама жыл зерттеулермен айналып жүрміз ғой, өте үлкен андай жасыл галочка, жирный плюс болды да. Мен қуандым да. Өйткені мен стримда отырған кезде, Қытайларда стримді doing дейді ғой, тиктоктарын. Бізде енді тикток стрим деп айтады. Жаңағы екі жақты да скачать етіп, сен қарап отыра аласың. Қытайдың да стримін қарап отыра аласың, өзің Қазақстандық. Мен бір рет эфирге кіргенде, мысалы 4000-5000 ер азаматтар мен әйел кісілер отырады да, маған сұрақ қойып отырады. Сол жерде Қытайдың қазақ бауырларымыз да жазып жатады да.
Қытайға именно біздің там бар ғой жаңағы Тарбағатай, ары қарай Алтай қазақтары деген сияқты өңірлердің қазақтары. Енді біз Америкаға өнімдерді ұсынып әртүрлі бағыттарда мен логистикаларды жасап көрдім. Бірақ именно жаңа сіз айтып отқан нәрседе Қытайда ашылды деген кезде бұл мен үшін шынымен де өте үлкен плюс болды да. И жаңа айтып жатырмыз ғой, мықты лидердің жетістікке жетуі, Тәуке мырзаның өзінің табиғаты деп мен осы жерде қаншама адамдар разбор жасап жүргенде алған инсайтым мынандай болды. Бір адамдар болады табиғатынан ашық. Олар кез келген жерде мысалы сізді қазір көрді ма, сізбен қарым-қатынасты оп-оңай құрады да, яғни ойында шектеу жоқ адамдар. Кез келген жетістікке жету үшін адамда біріншіден желание деп айтып жатырмыз ғой, оның артында өте маңызды нәрсе ол ерік жігерді. Өйткені сен 10 000 отказ алғанда түсінесің да, жетістіктің артында қаншама жатқан еңбектің тұрғандығын. Осы жерде интроверт адамдар бар. Сен оның үйіне қонақ болып барсаң да, аузынан сөзді бүйтіп суырып алмасаң өздігіне ашылмайтын адамдар бар. Мен осы жерде қаншама кісілер бастап соңына дейін жеткізе алмай қалу деген тақырып қозғалып кетті ғой. Осы жерде айтқым келіп кететін бір нәрсе, мысалы бізде қаншама дәрігерлер жұмыс істеп жатыр, ол кісілердің табиғаты, олар анализді дұрыс алып келіп, дұрыс назначениені қою арқылы біздің өнімдердің кімге қанша мөлшерде керектігін маман ретінде дұрыс түсінудің бағыты. Бұл ол кісінің жетістік жолы. Екінші жетістік жолы келетін адамдар бар, ол Тәуке мырза сияқты табиғаты ашық, искренний адамдар. Яғни мен осы кісіге өнімді ұсынам немесе сатып жерем емес, ол кісі жөтелді, мына кісіге біздің мына өнім көмектеседі. Яғни ниетте проблема жоқ бұл жерде. Бірақ осы жерде өте маңызды нәрсе подход, яғни ұсыныс қалай болады. Өйткені көп адамдардың бүйтіп қалатын себебі біз оның иногда шекарасына өтіп кетеміз дейтін нәрсе бар да. Яғни керек нәрсені керек уақытта. То есть самый күшті продажа, қандай продажа дегенде короткий, ясный, четкий, понятный. Вот мен мысалы біздің компанияның маркетингінде зерттеп қараған кезде өте қатты ұнаған нәрсе, жаңа айтып жатырмыз ғой, каждый бонусымыз өзінің орнында. Вот көп адамда прозрачный болмағандықтан да адамның миында бір үлкен сұрақ тұрады. Мен осы жерде жетістікке жете аламын ба? Мүмкін ба деген сияқты да. Вот сол сұрақтарына лидері жауап берсе, онда ол адамда өсу бар. Если жауап ала алмаса, жоқ деген сияқты да. Екінші адамдар бар, қайтпайды. Маркетингті қатты білмеуі мүмкін, бірақ продукттың күшті сататын адамдар бар деген сияқты да. Енді сіздің 20 жыл стаж ғой. Осы жерде мен сұрағым келіп отыр да. Осыған дейінгі жинап келген опытыңызда өзіңіздің личностіңізбен қазір енді мына жерде енді ай сайынғы табысыңызды қаншалықты бөлсеңіз, енді өзіңіздің еркіңіздегі нәрсе, бірақ осы жетістікке жетудің артында қаншама жылдық 10 000 сағаттар еңбектер жатыр ғой. Өз табиғатыңызбен сіздің осы жетістігіңіздің кілті неде деген сұрақты қойғым келіп отыр да, чтобы көретін кісілерге ары қарай да тағы да ашылу үшін. Өйткені біз мына жерде бесеуіміз отырмыз. Алла тағала бесеуіміздің бойымызға әркімнің өзінің жаңағы несібесі мен қабілетін беріп қойған деген сияқты да. Ал әр лидердің артынан өзінің еретін адам болады деген сияқты. Осы жерде енді құрметті адам ретінде, компанияның ең главный адам ретінде сізге осы сұрақты қойсам. Мирхат мырза, өзіңіз не айтасыз осы туралы? Жалпы енді Нұреке, сізге рахмет, осындай бір керемет ашып сұрақ қойып жатқаныңызға да. Енді жалпы жаңағы неге келетін болсақ, мен жаңа айттым ғой, $1 миллион именно сол 10 жылдан кейін да, мысалы да. Көп адамдар келеді де, жаңағыдай бай кеткісі келеді де. Мен бір айдан кейін бай бола алмай дейді ғой. Келіп ойбай бәрі оп-оңай боласасын, ана адам тіркеліп. Мен айтамын ғой, ондай адамдарға айтамын мен даже. Сен даже деймін да, вообще жалпы сетевой бизнес это история да. Әркімнің өзінің жеткен жетістігі, әркімнің өзінің тарихы бар да, жаңағыдай сол жеткен жетістігіне да, мысалы да. Адам не только ақша үшін жұмыс жасайды, адам признание үшін жұмыс жасайды да, мысалы да, признание. Именно қазақшасы қалай признание? Мойындалу. Мойындау, мойындау жаңағыдай да, ол адамның действительно соған жеткен жетістігіне құрмет жаңағыдай да, мысалы да. И жаңағы айтқан әңгіме, мысалы келеді де, ойбай, оказывается, мына жерде жұмыс жасау керек. Маған бір кісі келеді жаңағыдай, мен бәрін көрсетемін, түсіндіремін, жаңағыдай айтамын, жаңағыдай, басында эмоциямен кіреді де, жаңағыдай, күшті қырам жоям деп, мысалы да. Артынан мотивациясы, любой адамның мотивациясы 48 сағат болды. 48 сағаттан кейін ол бітеді мотивациясы. Ары қарай, оны айтам, ары қарай мотивация біткен кезде не жүргізетін адамды, мысалы да. Жаңағы, и сосын келіп тұрды, жаңа мотивациясы біткеннен кейін. Білейін, мәке мына жерде жұмыс істеу керек екен ғой дейді. Жоқ, диванда жату керек деп. Ол бүйтіп ойлаған ғой, мен екі адам тіркей саламын да, жата беремін, ана екеуі жұмыс жасайды деп ойлаған ғой, жаңағыдай.
өкінішке орай олай емес деймін да, олай емес да. Сол себептен де былай қарасаңыздар, общий егер де мен жалпы сетевой маркетингта қанша табыс тапты десеңіздер, мен 5 миллион доллар табыс таптым. Осы жалпы сетевой маркетинг, желілік маркетингта. Қазіргі таңда New Wave компаниясында айына 100 мың доллар. Елестетіп көріңіздерші. Желілік маркетингта, мысалы да, былай қарасаңыздар. Біреу мүмкін ойлайтын шығар, желілік маркетинг, домохозяйкаларға, жұмысы жоқ, еріккен адамдар, жаңағыдай да, мысалы да. Жоқ. Сетевой маркетинг именно қандай адамдарға десеңіздер, и және де қандай адамдар бұл жерден миллион доллар табысқа жетеді десеңіздер, бұл жерде екі нәрсе керек та адамға да. Ең бірінші нәрсе адамға мінез керек та, характер керек та. Ол әйел адам болсын, ол ер азамат болсын, оған характер керек та. Бірақ өкінішке орай, мен сіздерге айтайын, өкінішке орай да, қаншама ер азаматтардан қарағанда әйел азаматтар именно сол мінезді болып келеді екен. Енді жаңағы айтып отырсыз ғой, менде де алдымда мыңдаған адам өтіп жатыр да қазір да, былай қарасаңыздар. Қанша ер азаматтар келеді. Былай айтқан кезде бір-екі шапалақтан кейін болды, қашып кетеді жаңағыдай. Бұл жер қиын екен деп да жаңағыдай да. Былай отказ ғой сол, именно адамды сындыратын сол отказ да. Бір жоқ деді, екі жоқ деді, үшінші рет мынау болмайды, мен келмес екен дейді да жаңағыдай. Иә, былай қарасаңыз да, мысалы да. Ол бірінші характер да, ол мінез. То есть сен былай айтқан кезде мен айтамын ғой всегда, міне сен былай бетпен құлайсың да, былай міне осылай, міне дәл осылай құлайсың да, бетпен да. Бетпен құлап 10-шы рет или там 6-шы рет там жаңағыдай да, бүйтіп үстіңді қағып тұрып кетсең, вот сол мінез дейді да, сонда жаңағыдай. Кәдімгідей мінез керек та бұл жерге да. Сол үшін мен айтамын ғой, біз егер де кезінде Шыңғыс хан жарты әлемді жаулап алған да, жарты әлемді жаулаған. Просто самолет ол кезде болмаған да, Шыңғыс ханда да. Әйтпесе Америка, Бразилия, бәр жаққа барып тұрып ол, ан жақта жаулап алушы еді жаңағыдай да, мысалы да, болмаған да ол кезде да. Бірақ біз бүгін да, New Wave компаниясымен әлемді бағындырамыз да. Әлемде номер 1 болады да компания. Бұл халықаралық, бұл осындай возможность беріп тұрған компания да, мүмкіншілік та бұл да. Жаңа Қытай деген ол бірде-бір там Қазақстан немесе Россия компаниялары Қытайда ашқан емес. Оны армандаған да емес. Мүмкін армандаған шығар, бірақ ашқан емес та оны да. Бірақ бүгін New Wave компаниясы ресми түрде сонау жаңағыдай Джунго мемлекеті деп аталады ол жақта да. Джунго мемлекеті дейді жаңағыдай да. Біз Қытай деп танимыз, олар Джунго деп таниды да. Соның төрінде Шэньчжэнь қаласында біздің офисіміз бар да. Вот сол жерде жаңағы айтқан бірінші бүгін жұмыс, бірінші бүгін контракт сол жерде болып жатыр да. Осы бүгінгі күні да. И екінші нәрсе, біріншісі мінез ғой да. Екінші нәрсе білім керек та бұл жерде да. Сол білім адамды ұстап қалады да бұл жерде да. Білім қандай білім? Өнім, маркетинг, жаңағы система. Адам шақырудан бастап адам тәрбиелеуге дейін саған білім керек деп. Білімсіз еш нәрсе болмайды бұл жерде. Сол үшін де келген новичоктарыңызға құрметті лидерлер, келе салып, бар адам шақыр емес, бар адам шақыр, бар адам алып кел дейді, мысалы да. Ол өзі білмейді ол, не істеп жүрген өзі түсініп жүрген жоқ, до конца мысалы да, осознавать етіп жүрген жоқ. Ол, конечно, барып 2 рет отказ естігеннен кейін 3-ші рет болды уже, ол бітті. Қой құрсын, мен айлыққа жұмысымды іздей берейін. Оның духысын қалып болды да, оны мысалы да, былай қарасаңыз. Сол үшін де бірінші адамды не істеу керек? Үйрету керек, білім беру керек, тәрбиелеу керек. Оның бірінші жаңағыдай жетістіктерінде қасында жүру керек. Вот сол кезде адамға не келеді? Адамға сенім келеді, өзіне деген сенім келеді, компанияға деген сенім келеді, сізге деген сенім келеді. Вот сол адамды ұстап қалады да бұл жерде да. Әрине одан кейін адамда результат болады да. Бірінші жаңағыдай табыстары түседі, бірінші статусын жабады, бірінші признаниясын алады жаңағыдай да. Вот сол нәрсе да. Сол үшін де осы екі нәрсені өкінішке орай, мен сізге айтайын, вот именно сол мінезге келген кезде көп адамдар қазір сол мінездерін көрсете алмай қалады да жаңағыдай, сол моментте да жаңағыдай да. Әрине түсінемін, еріккеннен ешкім сетевойға келмейді жұмыс істеуге. Денсаулыққа келген болса, ол үйде де жатып қолдана берсе болар өнімді да, мысалы да. Именно жұмыс істеймін деп келген адам, ол табыс үшін келеді да. Өйткені оның кредиті бар, оның қарызы бар, оның жаңағыдай тұрып жатқан үйі ұнап жатқан жоқ, балалардың сабағы бар деген сақалды да, мысалы да. Әрине, біз де өзімізде сол үшін келдік та. Сол үшін мен сіздерге айтарым, ең бірінші нәрсе, адам өзін тоқ қылдырмай, ол айналасын тоқ қылдыра алмайды.
Бірінші өзінің потребностін жабу керек та. Бірінші хотя бы кредит қарыздарыңызды жауып тастаса адамда, одан кейін барып жаңа үйі бар, машинасы бар, саяхаты бар, басқасы бар деген. Одан кейін барып адамда духовный цельдер пайда болады да, жаңағыдай да. Уже базовый потребность жабылу керек әрине, уже айналасына көмектесе бастайды да. Сол үшін де жалпы мына желілік маркетингтің құндылығы, жалпы New Wave компаниясының құндылығы ол мәселе байып алу, ақша тауып алу емес бұл жерде. Бұл бізде стабильный долгосрочный проект. Сіз келдіңіз ба, компаниямен бірге өз өміріңізді байланыстырасыз да, жаңағыдай да. Ең бірінші ол әрине мына қоғамға, ең бірінші осы оздоровление нации дейді ғой, жаңағыдай да. Именно осы өнім арқылы, бұл как инструмент да, былай айтқан кезде да. Осы өнім арқылы қаншама адамға ең бірінші сіз оларға мына адамға бірінші ақша табу үшін оған бірінші энергия керек. Оның өзінің энергиясы жоқ болып, көзі өшіп жүрсе, оған қалай сен барып жұмыс істе, сен лидер бол, сен бүйт сөйт деп айта алмайсың, дұрыс па? Бірінші аузына мен айтамын ғой, 3 күн барып ерінбей, сол адам қосылсын десеңіз, 3 күн барып дітіре сеуіп берші аузына. 3 күн ерінбей. Сосын барып қолына бір нонидің дәмін татқызшы. 4-ші күн өзі келеді. Не септің, не іштірдің деп, өйткені біздің өнім не істейді? 100% жұмыс жасайтын өнімді. Осы 3 жылдың ішінде қазір қаншама 100 мыңдаған адам результат көрді. Сол результаттың былай айтқан кезде нәтижесінде бүгін Нұрекең өзі келіп отыр да. Біз Нұрекеңді барып шақырып әкелген жоқпыз. Ойбай, Нұреке кеш, мына өнім керемет деп жаңағыдай. Нұреке өзі талдау жасау біледі да. Мысалы, талғамы бар, талдауы бар. Және де өнімдерді маркетинг жағынан, компанияның құндылығы жағынан бәрін зерттеп, сараптап келіп отырды. Мен Нұрекеңнің риза болып отырмын өзім. Мен бірінші Нұрекеңді бүгін көріп, бірінші танысып отырмын жаңағыдай. Бірақ әр сөзіне мен риза болып отырмын. Не үшін? Өйткені ол Нұрекең конкретный четко айтып отырды. Бұның компанияның құндылығы бар. Бұл жай компания емес. Бұның өнімінің жаңағыдай құндылығы бар. Бұның маркетингін, жалпы болашағының құндылығы бар деп отырды. Нұреке, сол үшін сізге рахмет. Респект, рахмет жаңағыдай да, осындай керемет талдау. А енді маркетинг жағынан келетін болсақ, мына жердегі отырған екі арыстанға рахметімді айтқым келіп отыр, Тәукеге. Өйткені Тәуке шыны керек мынандай опытымен үлкен дәрежеде лидер болып тұрып, ол New Wave компаниясын таңдап отыр. Ол туралы да қазір өзі айтатын болады. Және де Мави мырза, сізге де жаңағыдай алғысым шексіз. Өйткені қаншама үлкен шешімді қабылдап отырсыз да, жаңағыдай да. Ол жалғыз өзіңіз үшін емес. Ол қаншама адамдар үшін да, қанша команда, сізге сеніп отырған адамдардың былай айтқан кезде үлкен мына тағдырының болашағы үшін осы шешімге келіп, осознанно дейді ғой, былай айтқан кезде да, мысалы да, мәселе ақша табу алу емес. Бұл жерде болашақты көргеннен кейін бүгін сіз осы New Wave компаниясын таңдағанына мен көзім жетіп отыр. Ол туралы да қазір айтамыз да, сөйлесеміз. Сол үшін өз-өзіме қош келдің деп қояйын. Өте күшті айтып жатырсыз ғой. Алдында біз Данияр мырзамен сөйлескенде жалпы енді лидерді өсіру, жетістік деген тақырыптар талқылап жатырмыз ғой. Андай ғой, осы жетістікке жетумен біздің жалпы осы New Wave-тің продуктілері қалай бір-бірін байланыстырады деген сұрақ болды да менде. Жаңа айтып жатырмыз, жалпы кез келген лидердің өсуіне екі нәрсе керек. Біріншісі мінез, екіншісі білім. Вот осы мінез деген жерде мен өте көп әйел кісілерден байқаған бір қабілет, біз жаңа характер деп айтып жатырмыз ғой. Мысалы мен енді Gallup деген тест енді нарықта біраз адамдар оны естігендер де бар, естімегендер де бар деген сияқты да. Ол Америка нарығында 80% компаниялар сотрудниктерін сол тестпен жұмысқа қабылдайды. Ол деген сөз Алла тағала әр адамның табиғатына ешкімге ұқсамайтын өзінің ерекшелігін берген да. Соның ішінде желілік бизнесте жүрген әйел кісілерден ең көп байқағаным достигатор, яғни достижениеге жауап беретін талант бар. Ол қабілеті бар адам ешқашан артына қарап жертва болып жылап отырмайды. Өйткені құндылық ол балалардың болашақта аш қалмауы, ауру сырқау болмауы, және аман есен аяққа тұрып, андай ғой, қазір көп ата-аналар бізді бақпаса бақпай-ақ қоя салсын, өздері аяққа тұрса соның өзі жеткілікті. Бұрын қандай еді? Осы балам менің қолымда қалады. Бізді бағатын осы дейді. Осы бізді бағатын. Уже поколениеде ұрыс бар да. Ал қазіргі Z поколение, одан кейін қазір енді бөлініп кетті ғой, әртүрлі 2010-нан былай қарғы поколение. Олардың интеллектісінің өзі
мүлдем басқаша дамып келе жатыр да. Соған жараса тілдің кешігуі де қатар проблема болып келіп жатыр. Өйткені қазіргі қоғамдағы тұтынып жүрген зиянды қоспасы бар табиғи емес заттардың өзі жүктілік этаптан бастап әртүрлі деңгейде ДНК дәрежесіне дейін әсерін тигізіп жатыр. Ал біздің мысалы ферритинді көтеретін біздің темір продуктымыз болсын, йодымыз болсын, былай қарап тұрсаң, барлығы біріншіден құндылық ретінде ұрпақ үшін болып тұр ғой. Сол ұрпақтың жауапкершілігі кімде тұр дегенде анада тұр да. Ал енді сол өнімнің сапалы продукттың тұтыну жауапкершілігі анада тұрғандықтан біздің компаниядағы көп кісілердің жаңағы клиент ретінде де, әрі компанияның лидер ретінде де жұмыс жасап жүрген әйел кісілер да. Енді осы жерде жаңағы мінез деген жерге тоқталғым келіп тұр. Алдында біз Данияр мырзамен сөйлестік те. Жалпы командада ер жігіттерді, ер азаматтарды қалай көбейтеміз деген талқылау болды. Осы жерде именно мінез деген нәрсеге, жаңа достигатор деп жатырмыз ғой, ол талант бір өз алдына. Екінші нәрсе бар, мен урологиялық продукт сатқан адам ретінде айтайын, тестостерон. Төмен да. Кім жылап, сықтап, болмай жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп жүр, онда ер азаматта білсін, еркектік күш қуатына жауап беретін Алла тағала табиғи түрде жаратып берген еркектік гормоннан проблема бар деген сөз да. Вот біздің өнімдердің ішінде маған қатты өткені ол D3. Еркектің, тем более тілдің астында бізде капилляр тамырлар бар ғой. Маған жаңа спрейді шашқан кезде ең бірінші тілдің асты арқылы ағзаға сіңеді, қанға бірден өтеді. Сондықтан ішекке, асқазанға қабылдап, оны ішекке сіңіру процесіне қарағанда 10 есеге дейін жылдамдық бар да. Ал енді сол D3 ер азаматтың бойына қалай қуат береді дейтін болсақ, ұрпақты біз жаңағы Алла тағала жаратып берген тестостерон гормонымыз ол ұрықты өндіруге жауап беретін болса, оның ДНК дәрежесінде сапалы болуына тікелей атсалысатын витаминнің бірі ол D3 да. Ал омега-3 ол қанның құрамында холестериннен бастап зат алмасудың, реттеуінің барлығына жауап береді дейтін болса, осы жерде біздің иммунобустер өніміміз бар ғой. Сол омега-3, D3 осы үшеуін мен ер азаматтардың жаңағы характеріне жауап беретін өнім деп айтар едім да. Бізде әйел кісілер қазір көп бөлігі өзінің анемиясын емдеуге және баласының денсаулығына деп тұр ғой. Ал енді біз ер азаматтар жетістікке жеткім келеді, бай болғым келеді дейтін болса, бірінші тұтынсын, жаңа сіз айтпақшы, шашсын. Уже күш пайда болған мінез пайда болады, мінез пайда болғанда ол еркек тауға апарады да. Тестостерон көтерілгенде дейсің ғой. Иә, ал тестостероны төмен үйдің еркегі, мен бір рилсым бар еді, 1.600.000 просмотр жинаған. Үйін әйел басқаратын еркектің, то есть әйел басқаратын үйдің еркегі простатит болады деген офер болған ғой. Астында деген неше түрлі комментарийлар кеткен. Бірақ ол ащы болса да шындық та бірақ. Осы жерде мен бір нәрсе айта кетейінші. Менде көптеген презентацияларда мен айтамын да жаңағыдай, енді 99% әйел адам отыр, иә? Мен айтамын да, сен қандай пакет бүгін аласыздар десем, мен бизнес пакет ол бір адамға арналған өнім алам дейді. Мен айтамын, сен неге бір адамға арналған өнім аласың? Үйде аға бар ма деймін да, енді жолдасыңыз бар ма десем, иә бар дейді. Оған неге алып бермейсіз деймін ғой, жаңағыдай айтамын да. Оның денсаулығы мощный дейді, жаңағыдай түсініп отырсыз ғой да. Или айтады да, мужу только просроченный дейді. Допустим, ертең бір просроченный йогурт болса, просроченный айран болса, просроченный витамин болса, баладан қалып қалған, әйел адамнан қалып қалған. Онда мен күйеуіме берем дейді. Вот осы нәрседе бар да қоғамда. Осы нәрседе бар да. Былай қарасаңыз, күйеу жолдас ақша табады, бірақ оны ұқсататын әйел адам ғой. Ол әйел адам ең бірінші баласына өзіне алады да, жаңағыдай да. Көрдіңіздер ма да? Мен оларға қазір енді мынандай нәрсе тауып алдым да. Бұл айтқан кезде оларға да ответ дейді ғой, айтқан кезде возражениесіне да жаңағыдай. Мен айтамын да, мынаны күйеуіңе әпер деймін де. Міне жаңағы айтпақшы D3, жаңа йод, темір, одан кейін омега, иммунобустер. Осыны, иә? Или хотя бы D3, иммунобустер, омега. Хотя бы осы үшеуін әпер деймін де. Не үшін дейді де? Күйеуің деймін да, ішет, тестостерон көтеріледі, қызығын сен көресің. Иә, айтам да, қызығын сен көресің. Енді әйелдер арқылы достучаться етіп жатыр, еркектерге ше. Ертең оның тестостероны көтерілгеннен кейін ол уже сұрақ қоя бастайды ғой. Мен не істеп жүрмін жалпы, мен неге 200 мың теңгеге жұмыс істеп жүрмін деп, мысалы да. Неге біреу 200 мың доллар табады, мен 200 мың теңге табамын, Вот сұрақ қоя бастайды ғой уже. Көрдің ба? Мен не істеп жүрмін дейді бұл өмірде. Энергия мәселесі ғой, мысалы, былай қарап тұрып. Энергия, сол энергияны көтеретін тестостерон болып тұр ғой, получается. Ер азаматтың тестостерон. Кезінде жаңағы 60 бай, 70 бай, 80 бай, 90 байлар неге болған? Қазір ол бір ертегі сақылды да, былай қарасаң да. Неге? Өйткені біздің аталарымыздың тестостерон деген ол деген, аттың үстінен түспеген, мысалы, былай қарасаңыз. Ішкендері қымыран, ішкендері қымыз, жегендері жаңағыдай қазығарта, жал жая да.
енді мынау бір сөздеріңіз ауыздарыңызда бір мынау дәрігер мырзалар біледі ғой жалпы ер азаматтардың бізде Қазақстанда өмір сүру деңгейі қанша жаста қазір? Сіздер білетін шығарсыздар статистикасын. Негізі 60-қа жетпейді ау. иә, орташа статистикада әйел адамдарға қарағанда бәрібір ол кісілер аз өмір сүреді. Но осының артында не жатыр дегенде, бізде кортизол бар ғой, стресс гормоны. Мысалы, еркек ол жауапкершілікті алған адам ғой. Ал енді жауапкершіліктің артында жүк бар да. Ол ішіндегі сезімдерін, эмоциясын үйге келіп, келіншегіне қалай дұрыс бөлісуді ешкім үйреткен жоқ. Бұл бір. Екінші, бүкіл уайымын өзінің ішіне сақтады. Данияр мырзаның саласы бойынша да, мысалы, алдында Данияр мырзаның да подкастын тыңдап шыққан кезде, миокард инсульт, яғни инфарктымен қайтыс болатын еркектердің проценті өте жоғары. Яғни бізде өте көп естиміз ғой, отырған жерінен кетіп қапты, ұйықтап оянбапты деген жердің барлығының артында осы стресстің себебінен қанның қоюлығы, ал қан қоюланды деген сөз еркектің қуаты да әлсірейді, уже инфаркт пен инсультқа ұшырауды шансы және де 30-40 жас қазір. Средний статистика 30-40 жас. Ойлаңызшы, мысалы, өте көп, өте. Енді мен вообще шок болдым да, мысалы да, бізде де келеді партнерлар айтады да, жаңағыдай да, блин, омега D3 беріп үлгермедім, жаңағыдай да, инсульт болып қалды, инфаркт болып қалды деп, мысалы өте көп мысалы да. Сол сияқты мен ойлаймын да, жалпы негізі мынау адам баласы Алла тағала бізді жаратқаннан кейін, мынау Алла тағаланың жаратқан денсаулығына біз өте үлкен жауапкершілікпен қарауымыз керек. Біздің денсаулығымызға қарау, ол бізге Алла тағаладан берілген аманат негізінде. Сол үшін уақытылы ұйықтау, күніне 2-2,5 литр таза суыңды ішу, таза табиғи өніммен тамақтану, және мынау Қимыл қозғалыс міндетті түрде жүгіре алмасаң, физический нагрузка жаса алмасаң, хотя бы 10 000 шақырым күніне жүру, осыны әдетке айналдыру керек бізге. Неге? Өйткені мынау күнделікті магазиндерде, дүкендерде неше түрлі қазір энергетиктер көп сатылып жатыр. Ұйқым келіп жатыр, энергетичный болып жүруім керек деп, неше түрлі осы энергетик сусындардың кесірінен де қаншама жастар инсульт алып жатыр, инфаркт алып жатыр. Бұның түпкі мәселесін былай зерттеп қарасаңыз, соның барлығы негізі адамдардың денсаулығына немқұрайды қараулығы. Бұл өте маңызды нәрсе. Неге? Ертең сен ауырасың, сен ауырғаннан кейін ешкімге керек болмай қаласың. Арғы дүниеге кетіп қалсаң, азары болса бір жарты сағат, 1 сағат, 2 күн, 3 күн сені жылап сықтар, сосын барып ұмытады. Біраз уақыттан кейін сол ұмытқан үйіңде ертең той болады, басқа нәрсе болады, тірі жан тіршілігін жасайды. Сол үшін біздің қоғамға сау адам керек. Біздің жанұяларға, қазақстандық әр жанұяға сау ер азамат керек. Сол үшін құрметті ер азаматтар, мына жерде енді кішкене жарнама сияқты қылып айтып кетеміз ғой, қалай қыламыз енді. Денсаулықтарыңызға қараңыздар, керемет өнімдер бар. Сол өнімдерді қолданып, күш-қуаттарыңызды көтеріп, ұзақ өмір сүруге әрекет жасайық. Біз өткен жылы мына Жапония елінде болып қайттық қой. Сол кезде мынандай бір статистика естідім. Әлемде өмір сүру деңгейі бойынша ең ұзақ өмір сүретін ел ол Жапония. 20 жыл қатарынан бірінші орында келе жатыр екен. Ер азаматтардың орташа өмір сүру деңгейі 81-82 жас екен. Әйел адамдардың өмір сүру деңгейі орташа 85-86 жас. Ойлаңыздаршы, не деген керемет көрсеткіш. Сол мысалы 41-45 жылы Хиросима мен Нагасакиге атом бомбасын тастағаннан кейін Жапон мемлекетінің жаңағы үкіметі ғылым білімге көп көңіл бөліп, адамдардың денсаулығына өте қатты маңызды көңілдерін қойып, қазіргі таңда бір жерге жұмысқа орналасатын болсаң, сенің резюмеңде обязательно бат өнімдерін ішесің ба, ішпейсің ба деген сұрақ бар екен. Егерде сіз биологически активный добавка ішпесеңіз, денсаулығы жоқ, нашар адам деп есептелінеді деген ол адамдар. Ресурсы өте аз, денсаулығында кінәраты бар деп есептелінеді. Жауапкершілік жоқ деп есептейді екен. Сол үшін әлемде бірінші орында келе жатқан жайдан жай емес шығар, 20 жыл қатарынан. Мен сол жаққа барған кезде қаншама адамдарды көрдім, қазақтар мен жапондар бір-біріне қатты ұқсас екен. Түрлеріміз ұқсайды, мынау физиологиямыз ұқсайды. Единственный жаңағы ажырататын нәрсеңіз ол киім кию үрдісімен тілінен ғана ажыратасың қазақ. Түріне қарасаң қазақ пен жапонды ажырата алмайсың. Жап-жас көрінеді барлығы сосын.
сол сияқты мынау біздің қоғамдағы мынау Қазақстан халқының өмір сүру деңгейін жоғарылату керек деп санаймын да. Бұл үлкен маңызды миссия, бәріміздің осы денсаулық саласында осындай өнімдермен біз жұмыс жасап жатқаннан кейін. Бұл миссияның арқасында біздің ертең келер ұрпағымыздың саулығы, бұл сау ұрпақтың өмірге келуіне біз қаншама үлес қосып, осы өнімдерді айтып жатырмыз. Қаншама осы салада жүрген, әртүрлі желілік маркетингте жүрген кісілер талмай еңбек етіп, неше түрлі өнімдерін өзін халыққа таныстырып, бұның барлығының артында осындай миссия жатыр. Табыстан бөлек, үй аласын, ақша табасын, миллионер болып кетесің дегеннен басқа. Бұл жерде енді қаншама халықтың алғысын алып жатырмыз, өнімдерді қолданады, жақсы результат алады. Мен осындай өнімнен мынандай денсаулығымда кінәратымды вопростарды шештік, рахмет деп жатады. Сондай рахметтерді естіген кезде ұйқың керемет болады да, өте тәтті ұйықтайсың. Тапқан табысыңның берекесі кіре бастайды. Мысалы, 1 миллион теңге табатын кісі бар, 100 мың теңге табатын кісі бар. Қайсыныкі берекелі дейді? Сол үйдің табысы көп болып көрінеді, көпке жетеді ғой. Миллион табатындарды көріп жатырмыз ғой, еш нәрсеге жетпейді, бірақ үйінде, жанұясында бақыты жоқ, жүрегінде тыныштығы жоқ. Сол үшін мынау сетевой бизнесте жаңағы айтылып жатқан әңгіме бойынша осы жерде бір маңызды нәрсе айта кетейінші. Менің байқағаным, жалпы негізі 2016 жылдан бері сетевой бизнесте жетістікке жететін адамдардың көпшілігінің негізгі факторларының бірі, жетістікке жеткізбейтін негізгі факторлардың бірі бұл адамның тәкаппарлығы екен. Тәкаппарлық ешқашан сені үлкен жетістікке жеткізбейді екен. Мен қаншама лидерлер болуға тырысып жүрген, қаншама желілік маркетингте жүрген кісілерді көрдім. Опыттары енді километр. Бірақ мінезінің кесірінен қаншама жетістіктерінен айырылып жатқанын байқадым. Анализ жасайсыз ғой. Жетістікке жеткен адамдарды анализ жасап қарайтын болсаңыз, барлығы өте қарапайым. Адамдарды тыңдай алады. Адамдардан постоянно бір жаңа нәрсе үйрену үшін, постоянно как новичок сияқты оқып білім алып жүретін адамдар. Мінездері кішіпейіл, адамдарға мынау жанашырлығы бар, адамдарға көрген кезде мына бадымды сатып жіберіп осыдан табыс тауып, бір рет табыс тауып алайын деген ниеттері жоқ та олардың, байқасаңыз. Сондай кісілер сетевой бизнеста сенің опытың маңызды емес екен. Менің байқағаным. Опыт қатты маңызды емес, бірақ сіздің біліміңіз өте қатты рөл ойнайды, опыт. Бірақ жетістікке жеткізетін факторлар мынау мінез құлыққа байланысты екен, байқағаным. Сол үшін құрметті көріп отқан көрермендер болатын болса, көптеген сетевой компанияның да лидерлері көріп отқан шығар, мүмкін. Үлкен 5 миллион, 10 миллион теңге чек тауып отқан шығарсыздар. Егер де бастарыңызда үлкен корона барын байқасаңыз, коронаны тезірек құтылмасаңыз, скоро сізде ол чек болмайды. Ол чек болмайды, құлайсыз. Обязательно міндетті түрде сіз с нуля бастауыңыз керек болады. Ол уақыт, ресурс та ол нәрсе. Көп күш-жігер кетіресің. Сол үшін өте қарапайымдылық, білімге құштарлық, жаңа нәрсені тез меңгеру, тез шешім қабылдау, сол нәрселер негізі жетістікке жеткізуге өте керемет трамплин деп айтсақ болады. Сол үшін осындай бір қысқа бір тәжірибеден өткен елегімді айтып жатырмын да. Осындай керемет Мәке. Мен енді андай әдетім бар, жаңағы бір сөйлесем тоқтай алмай қалдым. Болды, тоқтатамай. Мен сендер тоқтатамай қалдым. Мен ведущиймін, бірақ негізі тоқтатамай қалдым ғой. Енді дұрыс айтып жатсың ғой. Жаңағы айтады ғой, 10 берекенің 9-ы саудада дейді ғой. Саудада, 10 берекенің 9-ы саудада. Сол үшін де сауда нені тәрбиелейді? Жаңағы мінездердің барлығын тәрбиелейді. Тәкаппар адам саудагер бола алмайды ешқашанда. Именно сауда саттық. Сауданың ішінде бүкіл сол мінездердің барлығын шыңдайсың. Сол мінездерді шыңдағаннан кейін ғана бар, сенің ісің ілгері басады. Дұрыс, Керемет. Иіле алу ғой, Иіле алу. Сосын енді біз бұл тұста көптеген тақырыптарды қозғадық. Әркім өзінің саласындағы білетін бағыттарын, больдерін, ауыртпалықтарын бәрін қозғады. Әрине, және де енді тыңдап жатқан, бұл саланы қатты меңгере қоймаған адамдарды да өзінің сұрағына жауап алды деп ойлаймын. Енді соңғы бір бағыт, ол осы саланың түбінде, осы саланың маңында жүрген
сетевой индустрия саласында жүрген, өзінің бағын сынап, өзінің жаңағыдай бағытын 3 жыл, 5 жыл, 10 жылдап жүріп, және де қазіргі таңда қаншама сол жаңағы біз айтқан ауыртпалықтардың барлығынан өтіп, бір таңдаудың тұсында жүрген адамдарға кішкене сұрағына жауап бере кетейік. Яғни, бағанан бері айтып жатсыздар, New Wave компаниямыз, жаңа толқын деп атамыз, басқа деп атамыз, оны әлі біз айтқан жоқпыз, но арасында ауыздарыңыздан шығып жатыр сол. Яғни, сол бағыттың өзіңіз таңдадыңыздар ғой ағайсыңыз. Не үшін таңдадым? Соны аша кетсек. Соңынан Мерхат мырза өз қорытындылайды. Әрқайсымыз. Иә? Жігіттерден бастайық. Тәуке кішкене үнсіз отырып қалды біраз. Давай. Тәуке хан аузым ашылып қалды. келгенде бір 2 аптаның жүйесі болып қалды. Тәуке хан да үлкен бір организациядан келіп отыр. Атын айтпай қояйық. Ол жерде де үлкен көшбасшы болып, 6-7 жылдың көлемінде сол компанияны басқарып, 2 апта бұрын бір үлкен шешім қабылдап келіп отыр. Сол не үшін келдің, не ұнады, не ұнамады, сол жақтарын бір кішкене ашып өтсең. 5-4 минут. Мен командамда примерно 6 жыл істедім ол проектте, примерно 120 мың адам болыпты. Істедік, ол жақта қанша еңбек болды, прям да барып, нөлден бастап, команда құрып, қанша адамдарға мен настойчивость дейді, настойчиво қылып, үлкен чектер алдық, рахмет та бәрінесімен. Именно осы компания не үшін мен таңдадым? Ол жақтан мысалға не үшін кетуге мәжбүр болды? Оны да айтып кетсің. Иә, ол жақтан кету не үшін? Мен маркетинг планға келдім. Маркетинг план 1 рет өзгерді, 2 рет өзгерді, 3 рет өзгерді. Уже команда маған айтады, Тәукехан дейді, блин, хорошо дейді, бір 500 мың алып, қазір 50 мың чекке түсіп қалып, 10 есе қысқартты. Мен айтатым, мына чекке мен кредитін қоям ба, үйімді кормить етем ба, не істеймін, шешім қабылдайды деп. Именно новую волна не үшін мен таңдадым, потому что маркетинг план өзгермейді. То, что здесь именно били о правах бар. Мықты качественную продукцию. Есть качественная продукция, есть высококачественная продукция. Бар, осында мықты өнім бар, мықты маркетинг план бар, мықты көп басшылар, мықты кісілер. Данияр мен Жанар қанша 12 жылда таныспыз, параллельно етіп болып, бұрыннан араласамыз, бұл кісілермен білем, жаман жерге бармайтын. Сөйтіп 2 апта болды, примерно шешім қабылдадым, маған надежный компания керек. Мен үлкен империя құрамды, мен барған жеріме мен империя құрам. Чтобы да, мен подвозить етпеймін компания, чтобы компания меня не подвела деймін. Мен империя құрам, мен сол үшін именно осы компания ұзақ өмір сүретінін білем. Мықты өніммен, мықты бизнес планмен осы компания таңдап, шешім қабылдап, соңынан келдім. Керемет Тәуке хан. Өте қуаныштымын. Және де Нұрекең де осы жақында енді бір 2 айдың 100 болып қалды. Сөйлесіп жүргенімізге, ақылдасып жүргенімізге, қалай бастайтынымыз, бәрі статистиканы, жоспардың барлығын құрып, Нұрекең де айтады, өзімде кішкене тірліктерін бәрін оңдастырып алайын, сосын толыққанды осында кірсем деп отыр. Бұл кісінің де өзінің біршама бағыттарын, таңдау бағыттарын бәрін түсіндіріп берді. Соның ішіндегі тоқ өтерін қысқа нұсқа не ұнаған тағы да бір тізіп өтсеңіз. Енді Алланың қалауымен осы 2026 қаңтар айы 30 жасқа толдым. Жалпы бізде, енді мен психология саласында жүрген екен, ер азаматтарда орта жас кризис кезеңі дейтін этап бар. Яғни 32 жастан астан сол жастан асқаннан бастап, байқасаңыздар, орта жасқа келген ер азаматтардың көп бөлігі марафон жүгіреді, көп бөлігі жаңағы Ironman болу үшін әртүрлі марафондарға қатысады. Бұның барлығының артында мынау сүріп жатқан өмірімнің орта табына келдім. Ертең қартайған шақта мен жас кезімде не істедім деген сұрақты қойған кезде, өкінбес үшін деген ішкі мынау пустотаны толтыру үшін жасалатын қадамдардың біреуі болып есептеледі. Екінші тұсы жаңағы депрессияға түсіп, выгорать етіп, сынып қалмау деген бағытта деген сияқты. Ал мендегі ең қатты маған компанияға келуге әсер еткен заттың біреуі бұл барлық адам бай болғысы келеді, жетістікке жеткісі келеді, ақша тапқысы келеді. Бірақ қанша сенің миллиардтап ақшаң болса да, денсаулығың болмаса, ол ақшаң саған көмектесе алмайды да. Мысалы 30 жас мен үшін бұл өмірдің бір жаңа баспалдағы. Отбасым және өзімнің жаңағы жұбайымның алдында, баламның алдында әке ретіндегі жауапкершілігім деген нәрсенің барлығы өмірімде тұрақтылық және ұзақ мерзімді жоба дейтін тақырыптарды мен жаңа медицина саласында жүрген кезде өзіме 30 жасқа дейін медицина саласы бағытында бүкіл тест жасауға болатын, гипотеза істеуге болатын ниша дейміз ғой, саланы өзіме рұқсат бергем.
яғни мен медицинада оқып жүріп моргта жұмыс жасадым, медицинада оқып жүріп массажбен айналыстым, одан бөлек хиджама жасаумен айналыстым, нүктелі массаж деген сияқты кабинет ашу, даже мен Данияр мырза өте жақсы біледі, бізде дәрігерлерде операцияға киетін кроксы бар ғой, біздің өзіміздің больницаның ішіндегі аяқ киім. Мен соған дейін даже дәрігерлердің мойнына тағатын медициналық эмблемадағы кулондар сату бағытына дейін мен саудамен айналысып көрдім. Сол бағыттардың барлығын жасап, былай қарай өкінбеу үшін маған тұрақтылық және ұзақ мерзімді жоба дейтін нәрсені саналы түрде ойланған кезде Шымкенттен бұйырса екен деп өзім ойлап жүргем, зерттеп қарап, бір кезде Алан Қалаумен Данияр мырзаның парақшасы шығады. Енді адам адамға себеп дейді ғой. Сөйтіп Данияр мырзаның біріншіден дәрігерлік қаншама жылдық стажы, менің осыған дейінгі дәрігерлік бағытта келе жатқаным, бұның барлығы менің Құдайдан сұраған дұғамды толықтырды былайша айтқанда. Ал одан бөлек мен үшін қатты маңызды заттың біреуі ол ұлыма жақсы әке болу дейтін нәрсені алатын болсам, менің ұлымның өз жасына, денсаулығының жақсы болуы, тілінің уақытылы шығуы, мысалы балабақшаға барғанда, қазір 3 тілді балабақшаға барады, ол жақта қатарынан қалып қоймау, ол кез келген ата-ана үшін уайым ғой мысалы. Алланың қалауымен қазір иодын, д3-ін барлығын қолданып жатыр. Мен үшін өте қатты қуанышты нәрсе сөздік қорының өте аз уақытта жақсы өсуі. Иодтан тез көтерілді. Иодтан өте жақсы. Өте жақсы кәдімгі қазір 3,5 жаста. Енді Құдайға шүкір, кәдімгі өзінің детский педиатры қатарынан өзінің жасынан сөйлеуі кеш ондай нәрсе болған жоқ. Мысалы ЗПР деген, ЗРР деген диагноз қояды, ондай емес, Құдай сақтасын. Бірақ мен үшін лучше дейтін вариант болу керек болды деген сияқты да. Енді келіншегіме рахмет, осы жерде өте жауапты ана ретінде прикормнан бастап баламыздың денсаулығына өте қатты мән береді да. И мен компанияда біздің Ньюифтің продуктілерінің составын көрсеткен кезде бірінші подтверждение сол кісі береді. Өйткені ол кісі интегративный бағыттағы, яғни дәлелді медицинадағы дәрігер мамандардың ұсынатын продуктілерін ғана алып келші деген нені айтады маған, өтінішті айтады. И сондықтан мен компанияның өнімдерін барлығын таныстырып, осындай мен жұмыс бастасам ба деп жатырмын. Өйткені мен осыған дейін ер азаматтарға арналған продуктын сатып жүрдім, бірақ ол жерде сенің бір күндік неше сағатыңды жұмысыңа арнайсың, сенің табысың соған өлшенеді. Яғни мен жұмыс жасамасам, менің кәсібім жүрмейді. Ал маған Ньюифтің маркетингі, оның ішіндегі экосистемасы, бүкіл маркетинг подачалар, каждый бонустың өзінің жаңағы алатын табыстардың өзінің реттілігімен тұруы, бұның барлығы осыған дейінгі желілік маркетингтердегі алған инсайттардың барлығының бір ерекшелік әрі толықтыру болды да. Және ай сайын подписка істеу деген сияқты адамды тревожить ететін сияқты нәрселердің барлығы емес, сен өзің ішкі неңмен, қажеттілігіңмен және өзіңнің мотивіңмен жұмыс жасауға еркіндік беретін деген сияқты. Былайша айтқанда мен өзімнің ойымда бір тұрақтылық және өте жақсы, қалай мен 35 жасыма дейін долларовый миллионер болам деген сияқты вопростарыма жауап ала алам ба деген тақырыпты ойланып жүрген кезде дәкеңмен танысып, Құдай нәсіп етті. Алланың қалауымен сондай құндылықтармен мен орталарыңызға қосылдым деген сияқты да. Ал енді жаңа айтып жатырмын ғой, мен урологиялық өнім саттым деп. Менің компаниямның аты ол кезде Баракат болды. Ол жерде Баракат деген аттың өзін мен баракат балын ішіп отбасыңа береке кіргіз деген ниетті алдым да. Өйткені еркек пен әйелдің арасында қарым-қатынас нашар болса, бір күн ұрыс болған үйден 40 күн береке кетеді. Ал енді үйдің берекесін қашу кімге керек, ешкімге керек емес. Сол ер азаматтың әлсіздігінің кесірінен қаншама әйел адамның женский жақта проблемалар болып жатты мысалы. Вот сол сияқты денсаулықтағы зиян нәрселердің барлығын аз да болса дәрігерлік ниетіммен көмектің тисе екен деген ниетіме Ньюиф компаниясының құндылығы, бүкіл бағыты ұштасқан кезде мен үшін кәдімгідей анау Аватардың соңғы киносында олар связға шығатын кезде шаштарымен талды байланыстырады ғой. Вот мен үшін миымның толықтай картинканы көріп, смысл көру дейтін нәрсе пайда болды да. И мен сондықтан осы жерде көріп отқан кісілерге енді әркімнің жүріп өткен жолы бар ғой. Құлайсың, тұрасың, бірақ саналы түрде қабылдаған шешім өмірде ең маңызды деп айтар едім да. Сондықтан мен бұл ортаға өте сауатты әрі өте ұзақ мерзімді анализ жасап келдім деп айтсам болады деген сияқты. Рахмет. Қош көрдік. Иә, Нұреке. Ал, Мәке, Жалпы сіз де өзіңіз тәжірибеңізді ұштастырып жаңағы салыстырмалы түрде айтып кетсеңіз. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, жалпы негізі Анализ жасап. менің қосылғаныма өзі бір апта болды. Мен үшін өте бір маңызды өмірдегі шешім қабылдайтын бір уақыт сондай болды. Жаңа Кстати, 40-қа келді. Нұрбол бауырым айтып отыр ғой, 30-ға келді. Именно туған күнінде, туған күнде, 21 наурыз күні мен шешім қабылдадым.
New Wave'тің алдында жоқ, кризисім менде 40-та болмады. Мен бір кризис, бір 30 жас, 40 жас деп айтып жатады ғой, мен сол нәрсені түсінбейді екенмін бар ғой, әлі менде болған жоқ па ондай нәрсе, или бізде уақыт жоқ па, уақыт жоқ па, мен түсінбедім оны. Просто мынандай моменттер болған, жалпы негізі 35, 40, 35, 37 жастардың арасында ма болған, мен жалпы не істеп жүрмін өзі деген. Өзіңе сұрақ қоясың ғой, өзің мен не істеп жүрмін, қандай жетістікке жеттік, мен жалпы қоғамға не істеп жүрмін, өзіме не істеп жүрмін, жанұяма не істеп жүрмін, өзіңе сұрақ қоясың, сосын өзіңе жауап беріп, анау тесттен өтесің ғой, бір сондай сияқты бір кезеңдер болған. Сол кезде мен шешімдерімді дұрыс қабылдап бастаған кездерім осы жұмыста. Жалпы New Wave'ке мен келем деп шешім қабылданға дейін мен жалпы негізі 3 жыл болды. Мынау шығыс медицинасы компаниясында жұмыс жасадым, Қытайдың компаниясы. Сол жерде 3 жыл жалпы жүрекпен қабылдап, сол компанияның прям маркетинг планы, руководствосы, өнімдерінің барлығын ішіп, через себя өткізіп, бірнеше мың команда құрып, интернациональный директор деген статусты жауып, Шымкентте ең үлкен статус, ары қарай өсетін тағы статустар бар. Сондай бірнеше мың команда құрып, командаңмен тесно жұмыс жасап, өсіп, басынан бастап істеген кезде, как будто бір сенің өзің бір семьяның адамы сияқты болып кетеді екенсің жалпы. Сондай жерден New Wave компаниясына ауысу кішкене өте ауыр болды. New Wave'ке ауыспай тұрып, мен жалпы маған компаниямен жұмысты тоқтату деген социальный сетке шығару өте ауыр шешім болды, шынына келген кезде. Өйткені ол компанияда маркетингтің өзгертуі болған жоқ, ол компаниядан там продукциясының нашары болған жоқ, барлық жағы жақсы, ешқандай компанияға претензия жоқ та. Мен определенный бір деңгейге келіп, өсіп тоқтап қалдым. Менің негізгі кеткен себебімнің бірі бұл осы болды. 5 миллион, 10 миллион чектің арасында тоқтап қалдық. Мынау рынокта оборот құлаған кезде там 1 миллион, 2 миллион теңгенің арасына дейін құлайды ғой, доход, табыс. Сенің уже шығыныңды жаппайды, кредитің бар, ипотекаң бар, басқа күнделікті там бала шағаңның мектебі бар, киімі бар, соны жаппайды. Ойлана бастадым, мен определенный өзімнің патологыма жетті мына компанияда. Значит, бір шешім қабылдау керек болды да, ары қарай өсу керек. Жаңа орта, жаңа энергия, жаңа вызов керек болды да. Сөйтіп, жаңағы видеомда объявление жасап, Мерхатпен бір сөйлескенімде керемет идея тастадың. Мен үндемей кеткенімше, лучше осылай объявление жасағаным дұрыс болды. Сөйтіп, социальный сетке жасадық. 21 күні, менің туылған күнім болған күні, сол күні шешім қабылдап, мен осы компаниямен жұмысымды тоқтатам деген шешім қабылдаған, сондай видеом шықты. Звоноктар өте көп түсті. Партнерлар тарапынан, басқа параллельный веткалардан, басқа компанияның топ лидерлері шықты. Өте көп адамдар. Қателеспесем, менде мынау телефонымда тұр, 25-30 компанияның топ лидерлері шықты. Біз білмейтін компаниялар нарықта өте көп екен, таңғалғаным. Барлығын тыңдасаң, барлығы долларовый миллионер. Өте көп. Соның ішінен бір компанияны таңдау керек болды. New Wave компаниясын мен Arix кезінен білем, өйткені Arix компаниясында дәкеңмен бірге жұмыс жасағанбыз. Тәукен бәріміз. Ол кезде қатты жұмыс жасамадық, неге? Продукциясы бізге қатты ұнайтын. Семьямызбен қолдандық. Бірақ маркетинг пландағы жаңағы ограничениялар, өзінің подводный камендері бар ғой, енді классикалық маркетингтің. Сондай нәрселерін көргеннен кейін бір қатты жұмыс жасай алмадық. Өзі ішінде бір кішкене бір күдік тұрса болды, сен соны до конца істемейсің ғой. Бір сондай жағдаймен жүріп, кейін басқа компанияларда істедік деген сияқты. Сөйтіп, New Wave компаниясын мен как раз Тәуке екеуміз жолығып қалдық. Ариксте жаңағы алдыңғы істеп жатқан компаниясында істеп жүрген білем ғой. Не болды, қалай жағдай сұрасып, мен ана жақтан кеттім, мына жақты бастап отырмын деді. Мен білем. Тәукенің несі ашықтығы берді. Қарасаңшы, Мәке бұл айтады маған. Мабиге барам дейді. Мен айтам, ол компаниясы істеп жатыр, барам, не қыласың деген сияқты әңгіме айтамын да маған. Сөйтсем айтады, мен барам бәрібір дейді. Сөйтіп барады,
дальше айта бер. Қалай айдап келген ғой обучение беріп жатқан маған жолығып барып сөйлесіп информация беріп былай әшейін сөйлесең мен дәкен айтады үлкен чек алып жатыр бұрқыратып жатыр дәкен келмейді деп ойлаған ғой мен Келмейді деп ойлаған ғой. бұл келді да настойчивость Сөйтіп айта берді. сөйлесіп дәкеңмен жолығайық білеміз ғой бұрын Арикс компаниясында бірге істедік бұл жерде бір өзгеріс болғаннан кейін келді ғой дәкең жайдан жай келген жоқ үлкен чекті тастап сөйтіп келіп тыңдап продукциясын тыңдаған кезде мен сразу ғашық болдым вау продуктовая линейка бұл өте маңызды нәрсе да продукцияның составы продукцияның маркетинговый упаковкасы продукцияның разнообразиясы Доступности. продукцияның бағасының қолжетімділігі адамдарға беретін результаты денсаулық жағынан бұның барлығы өте маңызды рөл ойнайтын нәрселер өйткені кез келген сетевой компанияның фундаменті ол өнім ол фундаментсіз сен қанша жерден күшті маркетингпен күшті системамен күшті команда құрған күннің өзінде бір күні сәл жер сілкінісі болса фундаментің ол міндетті түрде құлайды сол үшін бұл фундамент бірінші продукция Маңызды. продукцияда бізде бұл жерде мынау GMP сертификат халал сертификат ISO SS SGS деген сияқты мынау халал сертификаты сосын мынау кошерный сертификат FDA. деген международный FDA бұл сертификаттардың барлығы үлкен маңызды рөл ойнайды оны біздің көп халық тұтынушылар қарай бермейді ондай сертификаты бар ма жоқ па әйтеуір сатылып жатыр ма сатылып жатыр алып жатыр сол нәрселерге қарадым продукциясы сразу ұнады бұрынғы жаңағы ностальгия қалып кеткен ғой Арикстен Анау бар ма мынау бар ма деп. Нони ұқсайды Нони компаниясы Нони сол күн мен жаңағы ең алғашқы Нонимен шыққан Tahitian Noni International деген японский компания болған 2000 жылдардың басында ма жобамен қателеспесем мен сол кезден естуім бар да Нони сол күн өте керемет денсаулыққа пайдасы бар дәмі керемет балдарға беруге өте жақсы иммунный системаны көтереді мынау дәрі-дәрмек ішкенде баттардың мынау таблеткасын ішу кішкене неприятныйлау ғой енді сумен қалтаңа салып жүруің керек мына арада жидкий вариант сок сияқты с удовольствием ішесің да с удовольствием ішкен нәрсе ол мен ойлаймын емдік қасиеті сәл процентном соотношении жоғары болады. таблетка немесе басқа нәрсеге қарағанда енді сол жағы керемет ұнады упаковкалары қатты ұнады бұл бірінші мен қараған нәрсе болды екіншісі маркетинг жоспары маркетинг жоспарын жақсылап дәкең түсіндірді маркетингте мен өте көп плюстер көрдім өте керемет мынау кез келген маркетинг планның өзінің лимиті болады апталық айлық лимит көп компанияларда там 3 миллион береді аптасына айына там 5 миллион 10 миллион 15 миллион әрқайсының өзінің бір определенный ограничениясы бар егер де ол ограничение болмаса маркетинг план өз-өзін жеп қояды ол банкроттыққа алып келеді түбінде маркетинг планды өзгертуге тура келеді қаншама сетевиктер осының құрбаны болып жүр қазір бізде көп сетевиктердің жіберетін қателігі маркетингті қарайды да мына арада процент көп береді екен мына арада аз береді екен деп қарайды сонымен таңдайды осы жерде үлкен қателік пайда болады сол үшін үлкен процентке емес сіздер компанияның дұрыс есептелінген маркетингіне көңіл аудару керек тұрақты түрде сізге табыс беретін осы жеріне көбісі мән бермейтінін байқадым қаншама сетевой бизнеста жүрген маркетингті есептедім полный көрсетті маркетинг өте перспективный енді айлық лимит 60 миллион теңге айына бір кабинетпен алып тұру енді ол керемет көрсеткіш деп ойлаймын тек қана бинарный табыстан 60 миллион теңге деген мен енді алдыңғы істеген компанияда там 30 миллион айлық лимит теңгемен таза есептейтін болсақ 20-25 миллионның жобасында мына жерде бірнеше есе көп бұл және статусқа бекітілмеген личник өсіру деген жоқ ежемесячный активация деген нәрсе жоқ кесіп тастау деген нәрсе жоқ сенің еңбегіңмен анау айына статус жабу деген жоқ статус накопительный жабылады керемет нәрсе ғой бұл бізде алдыңғы компаниямызда мынау айына жабу керек та статусты сол кішкене көп адамдарды погоня за статусым өте көп адамдарды құртты өйткені айдың аяғына дейін сен объемды орасын кішкене жетпей қалды ма тапқан табысын қайтадан құйып жіберетін моменттер болады оны сетевиктер көріп отырған болса түсінеді көбісі ол сенің тапқан табысыңмен емес таза жабылған статус әлдеқайда жақсы ғой сол үшін бұл жерде мынау накопительный жабылатын өте маңызды нәрсе содан кейінгі маған ұнаған емес жалпы сетевой маркетингтегі таңдайтын болсаңыздар егер көрермендерге
сіздің компанияңыз Всемирная ассоциация прямых продажға кіре ма кірмей ма деген сұраққа жауап алыңыз обязательно. Кірмесе ол компанияға сіз жұмыс істеуге не рекомендую. Ассоциацияға кіргенін қараңыздар. Неге? Өйткені Всемирная ассоциация прямых продаж кіру жеңіл нәрсе емес. Бұл өте үлкен тексерістен өтеді. Өте үлкен проверкалардан маркетингі, компанияның продукциясының составтарына дейін тексереді. Сол компания қаншалықты уақытылы выплаталар жасап жатыр, қаншалықты компания надежность, бұл барлығы үлкен електен тексерістен өткізіліп барып, сосын ең мықты деген рейтингі бар компанияны ғана кіргізеді. Ол ассоциацияға. Бұл өте маңызды нәрсе. Менің шешім қабылдауыма маңызды болған бір факторлардың біреуі. Содан кейін бізде нарықта не үшін бұл компания тыныш көп ести бермейміз ғой деген сұраққа жауап ұнады да маған. Тек қана врачтар жұмыс жасап жатыр, тек қана өздерінің клиентский базаларымен сетевиктер бұл компанияда жұмыс жасап жатқан жоқ деген маған өте қатты ұнады. Неге? Өйткені ол әлі непаханное поле деген сөз да. Тек қана клиент деген сөз, ол әлі сетевой маркетингті көбісі түсіне бермейтін адамдар бұл жерде істеп жатыр деген сөз. Бұл саланың мамандары істеп жатқан жоқ та. Барлығы өнімді қолданып, өзінің жанұясы үшін денсаулығын туғырлап, ақырындап результатын алғаннан кейін өзінің айналасындағы туған туысына, бауырына айтылып, сөйтіп развитие болып жатқаны керемет. Солай жүріп жатқан нәрсе, бұл сетевиктерге былайша айтқанда золотая жила да. 2 жылдың ішінде осындай ақырында өсіп келе жатыр. Егер де опытный сетевиктер бұл компанияны қазір естіп білетін болса, сіздердің 2 жылдық, 3 жылдық жеткен результаттарыңызды 6 ай, 1 жылда істеп тастайды. Мен сондай мақсатта айтып жатырмын енді мына подкастты пайдаланып. Иә. Және де Ресейде, Өзбекстан, Қырғызстан, Қытай нарығы, Европа, Америка үйімізде отырып кез келген елдегі адамдарға сата алатындығымыз. Соны ұнады, саған? Иә, маған қатты ұнады. Неге? Өйткені бұл маңызды нәрсе. Реферальный ссылкамен тіркелдің, әр адам өзінің виза карточкасымен оплата жасайды. До дома доставка бар продукция, немесе жаңағы доставка жасайтын пункт выдачи товардан барады да алып кете береді. Бұл логистика мәселесі өте маңызды нәрсе. Сол үшін осындай факторлармен және де ол анау сіздің жаңа клиентский база деген ішіндегі повторный заказдардың бинарға кіретіні, депозиттердің бинарға кіретіні. Енді ол және 1D3-мен. Иә, кез келген, бұл енді пакеттерге бөлінеді ғой, көп компанияларда входа. Сол жерге келіп көп адамдар тіреліп қалады. Мына жерде почти с нуля бастауға болады деп, кез келген адам. Пакетке байланбағанда кез келген адам 1D3-ін алды, 1 иодитін алды, 1 нонисогын алды. Сомен сен уже регистрация жасалып кетесің. Сенің интернет-магазинің бар. Сен уже өнімді алған кезде 10% жаңағы кэшбекке скидкамен алатын ақшалар жиналады. Сен өзіңнің кез келген пакетке адамдарға продажа жасасаң, одан 10% кэшбекке скидкамен алатын ақшаң жиналады. Кез келген уақытта сен пакетіңді сатып алып, бизнес жасап кетуге болады. Переливтерің түссе жаңағы объем жиналады, күйіп кетпейді. Бұл өте маркетинг пландағы тонкий маңызды нәрселер. Алдыңғы компанияда түсіне бермейді. Түсіне бермейді. Сетевиктер түсінбейді. Мен алдыңғы компаниямен салыстыратын болсам, допустим, бізде бір жаңа көз демдейтін очки, ұлтырақтарымыз болды ғой. Бір адамға сатамыз, біз ол адамды системаға тіркей алмайтынбыз. Бір рет алып кетті, менің телефон номерімді жоғалтып алды ма, ертең интернеттен басқа біреуді тауып алып, басқа жақтан алады. Көрдіңіз ба, сіз уже клиентіңізді жоғалтып отырсыз. А мына жерде бір продукт салса да, сенің уже структураңды бинарыңда тұрады уже. Бинарыңда тұрады. Кез келген момент екінші рет товар алуға саған хабарласады. Уже сен ары қарай бизнес жасап, бизнес партнер болуға, уже консультация жасап, ары қарай алып кетуге өте қолайлы, өте удобный моменттерді жасаған екен да. Бұл көзге көріне бермейтін нәрселер, бірақ өте маңызды рөл ойнайды структураның дамуына. Осындай нәрселер маған қатты ұнады. Енді бір сұрақ қойшы, Мавия, енді сіздің мынандай тәжірибеңізбен, сізді New Wave-ға осознанно келіп отырсыз ғой. Дұрыс па? И және де соңға дейін сіз қанша нарықтағы, мен ойлаймын, 100% маркетингтардың барлығын зерттеп, қарап, солардың барлығын көрдіңіз деп ойлаймын. Енді 100% деп айтпай-ақ қояйын, бірақ маңызды мынау мына компанияға кіруге болады-ау деген компаниялардың маркетингін зерттеймін олар, міндетті түрде. Соның ішінде маған маркетинг пландардың ішіндегі ең мықты ұнаған осы New Wave-тің маркетинг ұнады.
Неге? Өйткені жаңағы ассоциация прямых продаж бизнес for home'ның ішіне кіріп қарайтын болсаңыз, сол жерде топ чек компаниялар барлығы классический маркетинг. А New Wave компаниясы 2 жылдың ішінде не үшін ассоциация прямых продаждың ішінде тұр? Өйткені бинарный, единственный компаниялар деп айтсақ болады. Бинар мен классика екеуі комбинированный жасалынған маркетинг, бұл тез сізді үлкен табысқа шығаратын маркетинг болып табылады. Чем классикаға қарағанда. Классикада барлығын өзің істейсің. Барлығын өзің құрасың. Ол жерінде өзінің подводный камендері бар. Плюстері, минустары барлық маркетингте. Идеальный маркетинг план болмайды. Бірақ дұрыс есептелінген маркетингте болу керек. Біз екі сетевик бірдей опытпен, бірдей уақытта екі түрлі компанияда жұмыс жасаймыз. Екеумізде бірдей оборот жасаймыз, бірақ қаржылық вознаграждениеміз, екеуміздің результатымыз екі түрлі болады. Мына жерде сол кез келген новичок, кез келген жаңадан келген адам жұмыс жасап, опыты жоқ адамдар үлкен табысқа шығып кетуге өте керемет жасалынған маркетинг екен. Маған сол ұнады. Бұл өйткені маңызды нәрсе де мынау новичоктардың тез доходқа шығып, постоянный доход алып отыру өте маңызды нәрсе. Одноразовый болмау керек та маркетинг. Мен бір таныс клиенттерім ғой, осы New Wave'ке тіркеліп, қазір айына 2 миллион алып жатыр. Әшейін клиент болып келген кісілер. Сетевик емес. Клиентпен істеп жатырмын деді ғой. Тек қана клиентпен істеп жатыр дейді да. Айына 3 миллион аламын дейді да. Ух, не деймін да? Клиентский база. Ал енді уақытта уже таяп қалды. Сонымен Мерхат мырза, өзіңіз бір қорытындылап, соңында осы New Wave туралы бәрімізді енді аузымыздан шығып жатыр ғой, таңдағанымыз. Енді сіз соны қорытындылап кетсеңіз. Енді жалпы бұл подкаст ең бастысы да, бұл ақырғы подкаст емес. Өйткені, бұл тек бастамасы. Мен арада өзіме бағанадан Нұрекеңді тыңдадым, Тәукенді тыңдадым, Мәкеңді тыңдадым, барлығын тыңдап отырып, мен ішімнен ойлап отырмын да. Қараңыздаршы, біз 3 жыл, біз не үшін вообще жалпы біз мысалы қаншама жұмыстар жасалды да, осы уақытқа дейін. Бір өніммен бастағанбыз. Бір өнім сенім болды да бізде да. Сонымен бастадық та жұмысты да. Ең burada маңызды дүние ол кім бұл компанияны ашып отыр деген сұрақ бар да бұл жерде да. Основатель дейміз ғой жаңағыдай да. Мысалы қандай ниетпен ашып отыр бұл компанияны да. Бұл компания тек қана біз ақша табу үшін ба? Немесе бұл компанияны ертең 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кейін да, мысалы үшін да, қаншама адамдар, миллион адамдар результатын алып денсаулығынан да, және де былай айтқан кезде өзінің арманына, мақсатына қол жеткізейін деп ашып отыр ма? Мәселе сода да. И бүгінгі таңда біздің основательдарымыз Григорий Кабицкий, Мария Апостол, ол кісілердің ең бірінші алдына қойған мақсаты да, арманы да ол біздер. Осы біз. Ол кісілер еш уақытта мен естіген жоқпын. Менің компаниям деп айтқаны. Это наша компания. Бұл біздің компания дейді. И және де осы компанияны біз дамытатын да біз, өсіретін де біз осы компанияны деп сөйлеген кезде, мен сол кезде ол кісілердің ең бастысы құндылығын түсіндім да. Бұл адамдар үшін жасалған компания. Қарапайым біз сақылды, арманы бар, мақсаты бар қолында армандар үшін да. Ол сезіледі бар ғой, продукциясынан сезіледі. И және де бүгін да сол кісілердің осы құндылығы бәріміздің басымызды қосып отыр да. Бүгін міне Нұрекеңде, Тәкеңде, Мәкеңде бүгін осы профессионалдардың осы 3 жылдан кейін келіп осознанный выбор жасап отырғаны сол кезінде 3 жыл бұрын основательдардың қойған құндылығына келіп отырсыздар да сіздер да. Ең бірінші нәрсе сол құндылығы, идея сонда былай қарасаңыздар. Не үшін? Өйткені ең бірінші бізге әрине бұл жерде ең бірінші нәрсе ол жаңағы айтқандай бір байып алу да, жаңағы айтқандай бір бәр адамдардың бір жазып тастау емес burada да, подписка жазып тастау емес да, а именно денсаулығым болса, бала шағамның, әке шешемнің да, айналамның денсаулығы болсын деген адамдар. Және де өмірімді өзгертем. Мен бұлай өмір сүрмеймін. Мен кредитсіз өмір сүрем. Мен қарызсыз өмір сүрем. Мен өзімнің жаңағыдай қалаған көлігімді тебем, өзімнің қалаған үйімде тұрам, өзімнің бала шағаңмен, әке шешеммен мен әлемді аралаймын, мен саяхаттаймын деген адамдар бүгін сол құндылыққа келіп отыр да. И және де бүгінгі таңда біз келесі подкасттарды
қандай тақырыпта түсіреміз десеңіздер, уже сіздердің жетістіктеріңізді айтамыз да сол жерде да. Бір 6 айдан кейін, мысалы 3 айдан кейін, 6 айдан кейін, 1 жылдан кейін уже Нұрекеңнің, Тәукенің, Мавияның бүгін жетістіктерімен бөлісетін боламыз да, осы подкасттарда. Сіздерге де қызықты болады. Сіздерге де мен ойлаймын қызықты болады, иә. Нұрекен қандай статусқа жетті, қанша чек алып жатыр, Тәуке қандай чек алып жатыр, Мавия қандай чек алып отыр деп сіздерге де қызықты болады да. Көрдіңіздер ма? Сол үшін де мен сіздерге айтарым, бүгінгі таңда New Wave компаниясының ең бірінші құндылығы ол компанияның болашағы. Компанияның бүгінгі таңда бізге беріп отырған гарантиясы. Біздің ұйқымыздың тыныштығы. Ол деген ойлаңыздаршы, 3 жылда маркетинг өзгермеу деген, это же о чем-то говорит же, да? Это компанияның бүгін тұрақты түрде дамып жатуы. Не үшін жаңағы Мавия айтты ғой? Да, жаңа потребительдермен жұмыс жасап жатсыздар деді, иә? Мавия сөйтіп бір сөзінде айтты, мысалы, мен сізге айтайын, Мавия мырза, ең бірінші бұл өнім жұмыс жасамаған кезде бұл потребительдер болмаушы еді. Болмаушы еді, иә. Әрине, әрине. Адам деген солай ғой жаңағыдай да. Сіз даже элементарно айтайын, сіздің мысалы көрші бір кафеден, иә, мысалы үшін да, бір балық жедіңіз, иә? Сол балығы, қуырылған балығы сізге ұнамаса, сіз екінші рет оған барып жемейсіз. И және де сіз оны айтасыз, бәріне не айтасыз? Бармаңдар ол жерге, жемеңдер дейсіз ол жерге. Бірақ соның балығы сізге ұнаса, сіз бәріне айтасыз да, мына балық керемет. Нұреке, көрші соны, жеш. Мәке қонаққа келді, апарайықшы сол жерге дейсіз да. Біздің ол табиғи адамның қасиеті сондай да, табиғи түрде. Жаңағыда әрине біз айтамыз да ол нәрсені. И және де бүгінгі күнге дейін компанияның осы деңгейде дамып жатуы, 5 мемлекеттің бүгін ашылуы, осы потребительдердің алғысы да, бұл айтқан кезде тұтынушылардың батасымен, алғысымен өсіп жатырмыз да. Неге? Өйткені әрбір адам, өнімді қолданған адам результатын алып жатыр. Ол деген шын жүрегімен барып айтып жатыр да, бұл өнім керемет. Көріңдерші, алыңдаршы. Бүгінде мысалы Нұрекен өзі Инстаграмнан, интернеттен ізденіп келіп отыр да, мысалы соның дәлелі деп айтқан кезде, бірден бір дәлелі де жаңағыдай да. Көрдіңіздер ма? И және де ертеңгі күнімізді егер де болашақты айтатын болсақ, компанияның болашағын айтатын болсақ та, компанияның болашағы ол әрине әлемде New Wave компаниясы номер 1 болады да. Әлемде номер 1 болады. Неге? Өйткені біз гибридный маркетинг та бізде да. Гибридный маркетинг деген ол әлде қайда классикадан 5 есе 10 есе көп табыс төлейді. Ол бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, бүгінгі біздің основательдердің жоспары да алдыға қойылған да. Ол деген нәрсе New Wave компаниясының өнімі әлемде таралу керек. Әлемде қолдану керек деп бұл New Wave компаниясында. Бүгін Қытай неге ашылып жатыр? Өйткені Қытай ол Азияның былай айтқанда есігі де. Ар жағында Индонезия, Малайзия, Таиланд, Индия, ар жағында 3 миллиард халық бар да, тағыда да. Мына жақта Европа, бір Евросоюздың өзінде 27 мемлекет бар. Ойлай беріңіздер да. Сонда алдыға қойылған бір 5 жылдықта тағы бір 50 мемлекет ашылайын деп тұр да. Ол кімнің командасы болады? Ол кімнің былай айтқан кезде командасы? Міне, ол сіздердікі, да? Құрметті қазақстандық сетевиктер, бастауға әрекет жасаңыздар. Бүкіл әлемді жолдаймыз. Бүгінгі бірінші болып біз New Wave компаниясын мен сіздерге айтайын. Бүгін міне бұл даже бастамасы деп айтсақ болады да бүгінгі таңда, да? Да, біз бірінші болып, айтады ғой, бірінші болған ол оңай емес. Ол как ана бір мұзды жарған кеме сақылды да бірінші. Мысалы, бірінші осы компанияға келген лидерлармен бірге біз қол ұстасып, ең бастысы 100%. Әрқайсыңызға рахмет айтамын. Бүгін директорларға, супервайзерларға, менеджерларға, әрқайсыңызға. Өйткені сіздердің әрқайсыларыңыздың бүгін компанияның дамуына үлкен үлестеріңіз бар да бүгін да. Өйткені 100% болып ойлаңыздаршы, бізде компанияда текучка деген нәрсе жоқ та. Ана келіп кетпейді ешкімді, жаңағы бір қалыпты жаңағыдай әрқайсы жетістікке жетіп жатыр да. Біреу өнім сатып жетіп жатыр, біреу команда жасап тәрбиелеп жетіп жатыр да, мысалы да. Бірақ бұл мен сіздерге айтайын, бүгінгі таңда бұл міне компанияның міне бұл тек қана бастамасы деп айтсам да болады да. Өйткені сіздер сақылды бүгін профессионалдар New Wave компаниясын осознанно таңдап келіп отырсыздар да. Профессионалдар, которые мына сетевой маркетингті жілігін шағып, майын жеген адамдар да. Ол сіздер санау білесіздер, көру білесіздер, болашағын санау білесіздер. Компаниялар бар, 98% сетқа төлейміз деп та, 3 айдан кейін былай айтқан кезде маскасы шешіліп жатқан. Бар компаниялар ондай да. Әрине да. Бірақ естеріңізде болсын да, ең бірінші кез келген сетевик ол ақша үшін жұмыс істемейді, абырой үшін жұмыс жасайды. Ертең сол абырой сізге жұмыс жасайды да. Көрдіңіздер ма? Сол үшін де бүгінгі таңда біз New Wave компаниясымен бірге ертең
әлемді бірге бағындырамыз. Әлемді бірге бағындырамыз. Бұл тек бастамасы. Жігіттер, да? Тем более мынарда жігіттер отырмыз ғой жаңағыдай, да? Және ең бастысы burada бөліп жаратын еш нәрсесі жоқ. Өйткені ойлаңыздаршы, бүткіл осы әлемдік миллиардный компанияда біз біріншіміз. Осы барлық осы бүгін тіркелген потребитель болсын, тұтынушы болсын, партнерлар болсын, біз біріншіміз, бізден басқа ешкім жоқ. Пожалуйста, мына жақта миллиард Қытай тұр. Пожалуйста, Россия, пожалуйста, Қырғызстан, Өзбекстан. Мына жақта айтып отырмын ғой, Европа, Евросоюз, 27 мемлекет. Бүгін компанияны егер де былай жүгірте берсеңіздер, несі үлкен де, былай айтқан кезде, да, масштаб үлкен де. Бүгін международный компания деген сол нәрсе, масштаб деген сол нәрсе, миллиард деген сол нәрсе, да. Миллиард доллар товарооборот жасаған кезде компания 50%-ын сендерге төлеймін дейді. Бүгін 50%-ын бізге төлеп отыр компания. Ол деген 500 миллион долларды біз барлығымыз өзара бөлсеміз, ойлаңыздар, да. Сонда жылына қанша миллион доллар сізге кіріс кіретін болады, да. Ертең просто жаңағы айтқан біздің өнімдердің ішінде самый хитті айтайықшы, D3 железо йодты айтайықшы. Это как нан сақылды ғой, күнделікті біздің дастарханымызда тұру керек, та, жаңағыдай, да. Енді сіздер қараңыздар, просто ертең миллиондаған адам D3 йод железоны қолданған үшін 24 сағат сіз ұйықтағанда, жатқанда, қыдырғанда сіздің счетыңызға ақша түсіп тұрады, да. Өйткені бұл желілік маркетингті жаңағы бұл сатудың бір направление дейміз ғой, жаңағыдай, да, мысалда бір направлениесі, да. Традиционный бизнес ол бір направлениесі, жаңа супермаркеттер, аптекалар арқылы, а біздікі именно онлайн продажа. Тікелей заводтан тікелей тұтынушыға жетеді, да. Сол үшін де бүгін біз үлкен жігіттер бір үлкен бастама жасап отырмыз, да. Біз қаншама миллион адамдың өмірін өзгертуге біз бұл айтқан кезде соған үлкен қадам жасап жатырмыз, да. Сол үшін де бізге қазір ұйқы жоқ, 24 сағат тек әрекет, айтады ғой, әрекет, да. А то ты можешь проспать свой успех дейді ғой, жаңағыдай, да. Ұйқы жоқ, тек әрекет жасауымыз керек, да. Сондықтан баршаңызға сәттілік тілеймін. Өте қуаныштымын бүгін сіздермен бірге осы бір дастарханда отырып, жаңағыдай, да, осындай бір үлкен кәсіпті қол ұстасып бірге бастағанымызға. Ертең айтып отырмын ғой, 6 айдан кейін, 1 жылдан кейін осы жігіттердің жетістіктерін сіздерге подкаст арқылы көрсететін боламыз. Сол кезде уже команданың жетістігін, уже өздерінің жетістігін, және де қанша мемлекет ашқанын сол кезде жаңағыдай сіздермен бірге бөлісетін болады, да. Сол үшін де өте бір қызықты бастау бұл деймін, да, жаңағыдай. Сол үшін Данияр мырза, сізге үлкен рахмет. Осындай керемет бастауды бастап, басымызды қосып, мен де сонау жаңағыдай Алматыдан келгенімді, мына жақтан жаңағыдай Мәкең бар, Тәукең бар, Нұрекең бар, бәріміздің басымызды қосып бір керемет бастау бастадыңыз. Осыны енді жалғасы болады деген, мен әрине жалғасы болады деген үміттемін. Неге? Өйткені қазіргі таңда былай қарасаңыздар, адамдар өзінің күнделікті 2 сағат, 3 сағатын ана YouTube-пен өткізеді екен, да. Бірақ ол өсек, аян, бос әңгіме, бос кино дейді ғой, айтқан кезде, да. Лучше біздің подкастымызды көріңіздер. Өздеріңізге көп нәрсені түйіндейтін боласыздар. Хотя бы тестостеронды қалай көтеруді біліп аласыздар. Өздеріңізге көп нәрсені түйіндейтін боласыздар, да. Және де мен сіздерге айтарым, бүгін New Wave компаниясында әлемде бір маркетинг. Біз не үшін New Wave-тамыз? Әлемде бір маркетинг. Америка, Қытай, Европа, Қазақстан бір маркетинг ұстанады компания, да. Мысалы, бүгінгі таңда 100 000 доллар ол біз үшін өте үлкен ақша, мен сіздерге айтайын. Өйткені бұйырған алып жатырмыз ғой. Өте үлкен ақша, мен сіздерге айтайын. Айына 100 000 доллар тапсаңыз, да. Но Америка, Европа үшін ол нормально, да. Ол нормально. Сол үшін де бүгінгі таңда бізде компанияда бір маркетинг ұстанады әлемде. Және де сол маркетинг өзгермейтініне компания гарантия береді, да. Вот қандай ұйқымыз тыныш деген сол ғой. Ұйқымыз тыныш, да? Еш нәрсеңіз күйіп кетпейді, жанып кетпейді. Обязательно маркетинг. И және де біз YouTube-ға мына жерде жігіттер, давайте, я, мысалы Нұрекең полный продукт маркетинг, сізде жаңағыдай маркетинг, Мавия полный разбор маркетинг жаңағыдай да YouTube-ға түсіру керекпіз, да? Неге? Өйткені біз мына маркетингтің қазір анандай фишка деп жатырмыз ғой, да? Соның барлығын ашып көрсету керек, та. Еш нәрсе күймейтіні, жанбайтыны, отрыв жоқ, выращивание личников жоқ. Жаңағы самый максимальный потолок бинардан аптасына 15 миллион теңге, аптасына 30 000 доллар бір компания әлемде төлеп жатқан жоқ. Григорий мырза, ол кісі 300-ден астам компанияға маркетинг жазған адам. Сол кезде маған айтты ғой, Мерхат, как думаешь, дейді, мен өз компанияма қандай маркетинг жасаймын дейді.
конечно в мире номер один дейді де, онда ешбір компанияда ондай лимит жоқ дейді, аптасына 30 000 доллар. Только бинар. Иә, өте көп компанияларды көрдік, ондай лимит жоқ. Мэтчингта бізде ограничение жоқ. Мэтчингтан сіз маған десе 100 миллион, маған десе $1 миллион алсаңыз да болады. Проблем жоқ ешқандай да. Компания бізге сондай возможность беріп жатыр. Сол үшін де біз $100 000 жаңағыдай айына деген, это только цветочки. Только начало. Әлі алда мен сіздерге айтайын, $1 миллион айына только начало деп отыратын күн болады да. Сол үшін де мен былай масштабпен қараған кезде, даже айына $1 миллион жігіттер тапсақ та, жылына біз 10 миллион, 12 миллион доллар табады екенбіз да. А $1 миллиард да 1000 миллион бар да. То есть миллиардер болу оңай емес. Дұрыс па? Миллиардер болу оңай емес. О 1000 миллион. Сен сонда 100 жыл жұмыс жасап, жана $10 миллион жинау керек екенсің де миллиардер болу үшін. Ұстамай, ішпей, жемей де жаңағыдай да. Сондықтан да айына $1 миллион деген ол айтқан кезде копейка да. Қазақстанда миллиардер болуға болады теңгемен. Өзбекстанда тез боласың бірақ. Суммен дейсіз ғой. Сол үшін де давайте үлкен мақсат қойайық. Қаншама бізге сеніп келген лидерларды, бізге сеніп келген партнерларды үлкен жетістіктерге жеткізе берейік. Қаншама бізге сеніп келген жаңағыдай біздің компаниямызға, біздің өнімдерімізге сеніп келген тұтынушыларды результаттарына шығара берейік, жеткізе берейік соған. Соларға жеткізейік қаншама адамға да. Енді бізде жұмыс көп, айтқан кезде жұмыс көп. Ұйқы жоқ, жұмыс көп. Сол мақсаттарға осы айтып отырмын ғой сіздерге жаңағыдай да, осы 2030-ға дейін үлкен жұмысты атқаратын болсақ, ертең мысалы үшін бар ғой бізде гигантский миллиардный компаниялар бар да, мысалы да, уже айтқан кезде ешкім таң қалмайды да ол компаниялар 50 жыл жұмыс істеп жатқанына, 70 жыл, 100 жыл жұмыс жасап жатқанына, олар жұмысын жасап қойғанда уже да, әлем бойынша 10 миллион тұтынушысы бар да. А біз сол компаниялардан бүгін айтқан кезде 100 есе кішкентаймыз да. То есть біз жұмыс көп та жасалатын да. Ертең даже $1 миллиард товарооборотқа шығу үшін біз кішкене жұмыс жасауымыз керек та, мына жерде бірігіп, ауызбіршілікпен. Сол үшін баршаңызға рахмет. Бастамамыз құтты болсын. Құдай қаласа, бір жылдың ішінде, в общем, үлкен результатпен басқадан болып отырамыз ғой. Новое я вообще, новый мен. Все, жақсы мәке. 26 жылдың жаңа бастамасы құтты болсын жігіттер. Все, Нұреке құтты болсын. Рахмет баршаңызға. Құтты болсын. Ал. Бастама берекелі болсын. Және де баршаңызды, былай айтқанда көкірегінде арманы бар, мақсаты бар адамдарды, сетевиктарды командаға шақырамыз.